Ассалаумағалейкум, құрметті біздің байқоңырымыздың төрлет подкастының тұрақты көрермендері. Бүгін бізде екінші выпуск. Бүгін және біздің төрлет подкастының қонағы Байқоңыр қаласының мәдениет үйінің директоры, яғни ГДК-ның директоры, Байқоңыр қаласының ең жас директоры Ким Әсем Нұрланова. Сәлем. Бүгін сізді тек Әсем десем бола ма? Иә, Жай ғана Әсем десем бе? Иә, болады. Рұқсат. Әсем, кішкене өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Есімім Әсем. 33 жастамын. 1 июнь 90 жылы туылғанмын. Төле би ауылында, Қармақшы районында, Кармакчемском районе. Білмеймін енді. Өз-өзіммен қалай таныстырамын. Мне кажется, қаланың бәрі обо мне знают больше, чем я сама. Поэтому өзім шала қазақпын. Шала қазақ болғанда қалай? Менің туған әжем кәріс. Есімі Ким Пончини. Бәрі саған всегда күледі. Владивостоктан келген кезінде. Сонымен біздің атамызбен танысып тұрмыс құрған. Атаңыз қазақ? Атам қазақ. Иә. Сонымен папам, получается, метис. И енді түріме қарап көбісі кәріс деп ойлайды. Фамилияма қарап та сөйтіп ойлайды. Бірақтан өз фамилиям Жалгаспаева. Одан кейін 10 жыл бұрын тұрмысқа тұрған кезінде уже күйеуімнің фамилиясын алдым. Сонымен Ким Әсем Нұрланова қалдым. Вот. То есть Ким ол сіздің жолдасыңыздың фамилиясын алдыңыз? Иә. Жолдасым фамилиясы. Иә, көбіне менен сұрап жатады осы сендердің бастықтарың қазақ па, кәріс па деп, қалай түсінеміз оны деп. Мінекей бүгінгі бағдарламада осы сұрақтың точкасын қойдық деп ойлаймын. Қандай оқу орнын бітірдіңіз? Қай мектепте оқыдыңыз? Мен 1 классқа гимназияға бардым. Біздің Жетішбек районында гимназия болған, гимназия первой ступени. Сол гимназияны бітіргенмін. 1-4 классқа дейін сол жақта оқыдым. Одан кейін экзамен тапсырып, лицейге түстім. Біздің Международная космическая школа, МКШ, сол жерде 11 классты бітіріп, одан кейін МАИ-ға түстім. Көбісі білмейтін факт болады. Қазір енді мен МАИ-ның бірінші дневойына түскенмін, платное отделениесіне. 1 жыл оқыдым, 1 жылдан кейін ұшып кеттім. Оны көбісі білмейді, оны тек қана өзіміздің қазір енді көбісі туысқандарға да көрген осы эфирді, наверное, ол жаңалық болатын шығар. Неге ұшып кеттім себебі? Өйткені платное отделениеден бізде ешкім ұшпайды деді. Сондай бір не болды. Мен өзім бұл қалада қалғым келген жоқ, оқығым келген жоқ. Мен Алматыға кеткім келді, Астанаға кеткім келді. Мен вообще болашақта журналист боламын деп ойладым, болашақта ведущая или вообще медицина жаққа қарай кетемін деп ойлағанмын. Но өзім папам МАИ бітіргесін, соны қолдады. МАИ-ға түссең өлмейсің деп папа всегда айтатын тұғым. Сонымен МАИ-ға түсіп жіберген сол. Түскеннен кейін сол платныйдан ешкім ұшпайды, до последнего бәрін ұстайды дегенге мен соны қатты сеніп қалдым да соған. Сонымен сабаққа бармағанмын, сабақты оқымағанмын, қызық болған жоқ. Техническое направление мен үшін қиын болды, өте қиын болды. Сосын қоя қой деп сабаққа вообще көз жұмғанмын. Сонымен 1 курстың 1 сессиясын еле-еле бітірдік. Ақша салдық, таныстарды салдық. Жазғы сессия дәл солай өтті. Ең соңында мамаға айтуға қорқамын. Бірінші айтқаным папаға болды. Папа, уже приказ шығып, уже деканат саған қолыңа зачеткіңді, бәр документіңді беріп тұрған кез папаға звондадым. Папа, мен МАИ-дан ұшып кеттім деп. Қалай ұшып кеттің? Сен оқып жүрген жоқсың ба? Сессияң ше дейді. Айтам, болды, папа, осы тұрғанда приказ шығып тұр. Сол кезде помню, папа келіп маған ұрсудың орнына, мені кінәлаудың орнына келіп деканатқа ұрысып кеткен тұғым. Қырғын соғыс салып, сендер мен қызымды оқытпаған осы жерде, сендер білім бере алмадыңдар, сендер дұрыс қарай алмадыңдар, сендер үшін ұшып кетті деді. Сонымен уже үйге келгеннен кейін папа ауылға кетіп қалды. 1-2 аймен сөйлескен жоқ, вообще қарағысы деген жоқ түріме. Папам қатты ренжігені болды енді. Өтіп мынандай қылып ұстаған таудай қызын қалай ол ұшып кетті деген бір сондай не болды да, оның ішінде сұрақ болды да, сол сұраққа өзі жауап бере алмағасын ауылға туған інісінің қасына барып 1-2 ай соның қасында болды. Менімен сөйлеспей, үйдегі мама ғана сол бір рет есімде, сол мама айтқан, енді қақа кеткің келеді, енді қалаған оқуыңа енді бара ғой. Ол папа айтып жатыр, қақа барғысы келеді, сояққа барсын, не істесе де осы істесін, болды, көзіме көрінбесін енді деп. Сонымен ішіме қатты тиіп қалды да жаңағы сөз. Сонымен
мен бұл қызды еркелетіп ңкшаны бітірді, гимназияны бітірді, осы қыздан бірдеңе шыға ма деп жүрсем, бұл қыз майдан ұшып кеткенін естіп, сонымен сол сөзі маған тиген себептен мен экзаменге өзім дайындалып, енді біріншісіне платныйда оқыдым ғой, екіншісіне қайтадан экзамен тапсырып, но вечеркасіне түсемін дедім. Мен барамын, бірақ вечеркасіне түскім келеді. Өйткені көбісі вечеркеде оқып, азанда жұмыс істейді. Или азанда оқып, кешкісін подрабатывать. Бірақ маған кешкісін жұмыс істеуге рұқсат бермейтін тұғым. Сонымен, короче, мен вечеркеге түсемін дедім. Дәл сол отделениеге, дәл сол факультетке сол жаққа қарай барамын. Жоқ, басқа факультеттен да, қаладан кет, керек емес деп. Жоқ, мен көрейін дедім. Көрейін, болса болған, болмаса болмағаны. Сонымен экзамендердің бәрін беске тапсырып, бесплатныйына түсіп кеттім. Дәл сол факультет экономист-менеджер вечеркеге. Иә, сол 17 жасымда мен мектеп бітірдім, получается. 18 жасымда сол қайтып түскенім ол. Сонымен түстім, бірінші курста на отлично. Бірінші курс дневнойда түсінбеген сабақтардың бәрін сол вечеркеде түсініп кеткен соң. Қалай түсінгенін өзім таңғалып қалдым. Бәрі автоматом, екінші курс автоматом. Сонымен 5 жыл, 5,5 жыл сияқты оқып шықтым. 5,5 жыл, 5,5 жыл, иә. 5,5 жыл оқығаныма. 5,5 жыл майда оқып шықтыңыз. Иә, экономист-менеджер болып, сол мамандықты алып, сол жақтан шықтым. Мектепті, институтты жақсы оқу маңызды ма негізі? Мен үшін маңызды. Мен үшін маңызды себебі өткені мен қазір біліп жатырмын, уже өзімнің 2 балам болғасын, қыз ұлым бар, қызым қазір 3-ші класста оқиды. Ең базаны, основаны беретін сол деп ойлаймын да, мен үшін. Бірақтан болады, конечно, мектепте 3-ке оқып, сосын бір үлкен дәрежеге жеткен балдар да бар, таныстарым да бар айналамда. Ондай да мүмкін, но это дело везения уже. Екінің біріне өтіп не повезет. Қазіргі сол мектепке құйылған бәр информация, бәр білім қазір сол өзінің несін беріп жатыр да. Мен қазір бастық болғалы уже 2 жыл болады, Құдай қаласа, 16 февральда. И сол кезде мен жайымдеп түсініп жатырмын. Сөз байлығым орысша, бір жерде бір тез решение қабылдау, тез бірдеңені ойлап табу, сондай моменттерге қатты көмектеседі. В общем, мектепте жақсы оқыған дұрыс. Мектеп болсын, институт болсын. Енді мен, например, технический вузда оқыдым ғой, получается. Мои-да все-таки техническое направление, и уақытта математика, вычислительная техника, ондайларға қатты прям мән беретін тұғым, именно естественный науки жаққа қарай. Вот. И сол себеппен мен сол жақта оқыған кезінде, осыдан 5 жыл бұрын, иә, мен өзіме ИП ашқан тұғым кезінде. ИП ашып, мен тренерім ментальной арифметики. Қызылордаға барып оқып келіп, соны сертификатын алып, и осы біздің қалада кабинет ашып, Гошкода, сол жерде мен сабақ бергенмін. 3 жылдай где-то сол ипім болды. Мектеп оқушыларына, иә. Кішкентай 6 жастан бастап, где-то 13 жасқа дейін балалар келетін тұғымын. Енді мақтанғаным емес, сол қалада менімен қатар 2-3 бізде центрлер бар тұғым. Атақты учебный центрлер болған тұғым. Сол центрлерге қарағанда, енді олардың опыттары көп, олардың маған дейін 2-3 жыл жұмыс істеп тастаған уже кісілер ғой енді. Сол кісілерден алып, маған алып келетін тұғым балдарын. И менен шыққан балдардың бәрі біраз жерге қазір дәрежеге жетті осы уақытқа дейін. Менен прям выпуск болып шыққан балдар. Мен оларды, олар курс сияқты беріп балдарды шығарып жіберіп еді, мен 2 жылда оқытам. 2 жыл полный курс болып есептеледі. И сол 2 жылда алған бәрі білімді қазір менің балдарым уже сол кезде оқып кеткен колледждерге түсіп, сол направление бойынша басқа спортсмен болып жатыр, басқа болып жатыр. Просто ментальная арифметика жан-жақты неге действие бергесін, енді мышление дейді ғой, на разные полушария мозга. Сол себептен баланың развитиесі жан-жақты болады, да? И соған мен прям қазір өз балдарыма қарап қуанамын. Қазір көріп тұрасың? Қазір көріп тұрам, иә. Көбісі уже қалада емес. Жан-жаққа кеткен, Астанаға, Алматыға, Саратовта жүрген балдарым бар. Осы қаланың ішінде қалған балдар бар. Вот, соларды көрген кезінде ата-аналарын көрем қазір солардың. Бәрі келіп рахмет айтқан кезінде өзім ішім прям күшті жып-жылы қалады. Мен естуімше сіз ГДК-ға дейін библиотекада жұмыс істедіңіз. Иә. Ол жақтан қалай шықтыңыз? Мынаяқта жүріп? Вообще ол жаққа барған себебім, ең бірінші жұмыс істеген орным РСУ-1 болды. РСУ-2 болды. РСУ-2. Сол жерде мен оператор ПВМ болып келгенмін. И айлығым 2,5 мың болды сол кезде.
әшейін ксероксте тұрып қағаздарды печатать етіп айына 2,5 рубль. Айына 2,5 рубль. Неше сағат жұмыс Сегіз істейсіз? сағат кәдімгідей 8 сағат 2,5. Қай жылдар болсын? Мен получается екінші курсым айда 2019 жыл ғой. 2019 жылда сондай айлық болған тұғым менде. Мен қазіргі жастар келіп жұмыс сұраған кезінде, енді қазір жұмыс барысымен бәрі келіп неғып, айлық кіттай екен деген кезінде ішім біртүрлі болады да. Енді түсінемін, қазіргі заман басқаша, қазіргі требование басқаша. Енді 2,5 рубль қазір ақша емес қой, бір магазинге барып қайтасың. Но кіттай нәрседен бастамаса, үлкен нәрсеге қалай жетеді деп ойлаймын да. Вот сол кезде мен 2,5 рубль айлықпен сол жерде жұмыс істедім. 1 жыл бойы жұмыс істедім, мен ол жерден кеткім келген жоқ. Кеткен себебім өйткені нагрузка көбейе бастады, жұмыс көбейе бастады, но айлығы кішкентай. Қалай ортайық? Жоқ. Ну, где-то, наверное, бір 2-3 айдан кейін 3,5 мың болды. И уже кетіп бара жатқанда 6,5 мыңға кетті ғой енді. 6,5 деген кезінде мен мәссаған, мама, мен айлығым көбейді, 6,5 мың болды, мә деп сол кезде деген 6,5 мың деген прям біраз ақша тұғым. Мен үшін біраз ақша тұғым. Енді 19-20 жасым ғой енді менің. Сол кезде мен үшін енді ол ақша прям, енді тем более мен студентпін, кешкісін оқып жүрмін. Енді ол ақша 1-2 күнде жоқ болып кетеді, но соның өзінде енді прям өзің тапқан ақша, өз міндеттеріңмен тапқан ақша ерекше болады екен. И сабақ қиындап кетті, жұмыспен бәрі үлгермедім. Сабақпен жұмыспен бәрі иә, мен 8:30-нан 6-ға дейін жұмыс істеймін. И уже 6-та мен сабақта болуым керекпін. 6-та уже сабағым басталады. Сол үшін мен туда-сюда жүгіріп үлгермедім. И күндіз енді сабақты істеу керек қой. Тапсырмалар бар, солардың бәрін орындау үшін де уақыт керек болды. Сонымен бір спокойный жер керек болды. Сол кезде марқұм әжем бар тұғын. Осы жерде бізде КРУ деген енді басқарып жүрген администрацияда. Сол әжем библиотекеге тұрасың ба деді бір. Менің өзім кішкентай кезімде 6 жаста библиотекеге жазылғанмын ғой. 7-6-дағы библиотека, семейного чтения. Соған 6 жасымда жазылғанмын. И бір сол кітапқа өзім өте қатты жақын болғанмын. Ойладым, болды менің арманым, кішкентай кезімнен бастап библиотекада жұмыс істеу. Қойшы деді. Мен айтамын, иә, мен библиотекада жұмыс істегім келеді. Мен ойлағанмын ғой, енді барып не істейсің, кітап оқисың, әшейін. Барғаннан кейін енді, конечно, ол жұмыста басқаша екен. Ең бастап 2020 жылы мен барғаным. Ой, 2020 жыл емес, 2010 жыл получается, иә? 2010, иә. Қазір ғой 20, осы бір. 2010 жыл мен сол кітапханаға келдім. Жұмыс істеуге. Кім болды? Библиотекарь. Айлық 7,5 мың. 1 мыңға көбейді, енді жалында 6,5 мың, 7,5 мың библиотекарь болдым. И білмеймін, может быть, бір везение ма, или өзімді көрсеткеннен ба, во-первых, жұмыс совсем басқаша екен. Мен кітап оқуға вообще уақыт болмайтын жұмыс. Енді бәрі келеді, ойлайды, біз әшейін отырамыз, адам қабылдайсың, кітап бересің, кітап түсіртесің, кітаптың орнын жинайсың деген сияқты жоқ. Ол жерде де балдармен жұмыс. Мероприятие өткізу балдарға. Енді пропаганда чтение ғой, енді получается. Соны прям былайда, соны бәрін көрсету. Садиктерге баратын тұғымыз, мектептерге баратын тұғымыз. Қазір көбісі сол мен мұғалімдерді, завучтер танитын сол жақтан ше. Өз мектебіме барып мероприятие өткізетін тұғымын. Разный тематикаға. Детский садқа барып маймыл боласың, аняқа барып үлкен бір нелер сияқты болып сабақ өткізесің, открытый уроктар өткізесің. Сондай нелер көп болды. Көп, айна енді бір 4-5 мероприятие өткізіп жібересің ше. Сосын соның бәріне отчет жазасың. Сосын вообще объем работы совсем другой енді. Енді уже серьезный, я уже бір 1-2 айдан кейін главный библиотекарь болдым. Уже 1-2 жылдан кейін мені дальше көтергісі келді. Бірінші филиал деген бізде сол Сейфуллинда библиотека бар, соның филиалы. Осы үлкен ЦБС-тің филиалы ғой енді. Сол жерге заведующий болып барасың ба деді. Қой, жоқ, бармаймын, қақын заведующий, кішкентай қызбын. Қақын заведующий. Енді білмеймін, қызық болмады ол кезде маған ол. Ол коллективті мен танымаймын. Мен бұл коллективте уже біраз жыл жұмыс істегенмін, и ояққа барғым келген жоқ. Сөйтіп деп бірінші декретке кеттім ғой. Қой, болмайды, бірінші декретке барып қайтайын деп. Декреттен шыққаннан кейін қайтадан жаңағыдай бастығым шақырып, үлкен бастығымыз әсем сөйтіп баш сол кітапханаға заведующий болып. Мен бармаймын дедім, қой, жоқ, ты молодая, амбициозная, инициативная, перспективная, давай попробуй. Да я не хочу дедім, не хочу, маған осы жер қызық, осы жер ұнайды маған өзіме, осы жерде қала берейін. Онда центрді басқарасың деді. Центр по проблемам детей и юношества. Сол жерге заведующий боласың деді. Хорошо дедім.
просто айына менің өзімнің 4-5 мероприятияма тағы 3-4 мероприятия по проблемам детей қосылады ғой. Енді наркомания, алкоголизм, курение, соның бәріне дополнительный мероприятие өткізесің, болды. Говорю, хорошо, бопты. Сонымен сол жерде заведующий болдым, сол центрдің. Өзім библиотекамда отырамын, бірақтан менің әр работниктерім, получается, әр библиотекаларға неғып болған ғой. Бөлек помещение бермей, бөлек отдел құрмай, просто әр жерде өзінің представителі болады, сол направлениемен. Сонымен отчет жазып тұрамын, соның бәрін тапсырып тұрамын. Вот сондай не болды. Сол жерде 10 жыл жұмыс істеппін ғой. Мен уже шығып бара жатқан кезінде, уже санадым да, 10 жыл ровно жұмыс істеппін. 2020 жылы мен ол жерден кеттім. 2 декретке барып келдім енді оның ішінде. Сол жерде 2 декрет. Сол жерде 2 декретке, соның ішінде жүріп, бірінші декретінде жаңағы ИП ашып алдым, ментальный арифметиканы жүргіздім. Жұмысқа шығам деген ойда болғанда, енді бала 3 жасқа толды, жұмысқа шығу керек болмайды. Жұмысқа шығып, бәр балдарымды демалыс күндері и будний күні кешкісін неғып тастайтын тұғым, толтырып тастайтын тұғым сол күндерге. Өйткені балдарды шығарып жіберу керек қой, выпуск кету керек бары қарай. Сонымен бір выпуск кетті, енді екінші выпуск не ғана кейін уже тағы бір жыл керек оларды оқып тастау үшін қалып тұрған соңғы жылдары. Сонымен сөйтіп не қылғанмын, 24/7 болып кетті ғой жұмыс. Күндіз кітапхана, кешкісін балдар, демалыс күні балдар. Сөйтіп де жұмыс істеген күндерім болды. Қазақстанда 2 балаңыз бар. 2 балам бар. Үлкен қызым 9-да, есімі Ева. Ұлым бар, 5-те. Артур деген. Ja, 2 өпем бар. Қызым спортсменка, каратистка, біраз дәрежеге жеткен. Өзінің весовой категориясында бір 6-7 жасымызда біз деген чемпионка по Казахстану болды. Біраз қалаға, қызымның благодаря дочери біраз Қазақстанның қаласына ұрып қайттық. Біраз жерде болдық, біраз ел көрдік, біраз енді прям өзінің де өскені, енді айтады ғой, жарыстарда бала өседі деп ше. Сол бірінші жасқа дайындалып атып, и сол бірінші жастан келгеннен кейін менің қызым дой после болды ғой. Оның істеген, енді үйде өзімнің қызым, еркелетесің, басқа қыласың. А уже тренировке барған кезде кәдімгідей спортсменка түрді салып алады. Бүйтіп қимылдағаны, икемі, уже өзің сырттан қарап, мына мен қызым ба деп уже таңғалып қалады екенсің. Ол білмеймін, ол енді ол бәрі айтады ғой, енді ұл болу керек деп ше. Білмеймін, сол ұлым для галочки туылған ғой деп. Өйткені өте нытик деп айта аламын енді оны ше. Өте ерке дегенде ата әжесінің баласы, оған тіл тигізуге болмайды. Енді Ева да ата әжесінің баласы, но ол спортқа болғасын, ода дисциплина бар да, выдержка бар, и ода білмеймін, мен Еваны туған кезінде ойлағанмын, мә Евадай бәр балдар болса, мен 10 бала туға дайынмын деп ше. Өйткені ана бала спокойная, өте кішкентайынан рассудительная ше. Білмеймін, таң қалатын тұғым, жұттар деген балдарын жамандап, білейін, менің қызым аняқа кіріп кетті, ананы шашты, мынаны бүйтті, мынаны сөйтті. Менің қызым жүр спокойный болды ма? Неге бұл қыз бұндай? Неге дым шуламайды, неге айғайламайды, неге жылай бермейді? И сол кезде қарап ойлағанмын, осылай шығар балдардың бәрі. Ұл толған кезде, міне екен ғой дедім, бәрі балалықтың несі. Кішкентайынан бастап тіс, іш, піш дегеннің бәрін олмен көрдік қой. Кішкене андай сендер болады ғой, еркектерде от жетіп отқан кезде сандырақтап атасыңдар. Дәл солай мен от жетіп отқан кезде уже кәдімгідей уже біз скоро шақырып атамыз ше. Өйткені өте қиын енді оның несі. Енді еркелігі сондай, енді көтереміз енді жалғыз ұл болғаннан кейін. Тұқымдарында, менің күйеу жағымда бір ұлдан ғой бәрі. Менің атам жалғыз сүйер, менің күйеуім получается біреу, и менің ұлым. Айттым, болды, сендердің генетикаларыңды бұзбақ қойайық, осы бір ұл менен қоя қойайық. Сонда сіздің ата енеңіз кәріс ұлты? Иә. Кәріс ұлтының келіні болған қалай ол? Біздің қазақтардан айырмашылығы бар ма? Ояқта более спокойнее ма? Керемет. Мен 10 жыл болды тұрмысқа тұрғаныма, ата енем, бірақ қазақтардан кем емес, требованиялары, и в принципе өмір дегенге, семья дегенге көзқарастары қазақтардан кем емес, но поспокойнее. Енді азанда тұрып орамалыңды тағып, халатыңды киіп, носкиіңді киіп алып, сәлем салмайсың енді, но 45 қонақтар жайғайсың. Өйткені атам менің өте қонақ жайлы, иә.
бізде деген үзбей қонақ деген демалыс сайын былайынша да қонақ шақырған жақсы көреді, үй адам толы болған жақсы көреді, дастархан мол болғанды жақсы көреді. Сонымен мен келін болып түскен кезінде мамаға звондап айтқанмын: мама, қонақтар дауысына таусын, ужас дедім, не бәле мынау. Ол кәріс ұлтының қонағы болып тұр ғой, соған шашап тұрсыз. Ол деген қазаққа тиген жоқ, енді ол қазақ ұлтының кәрістердің ұлттарында да көп қой адам деген, 20-25 адам, кәдімгідей санымен қарасаң ол көп адам. И ол енді демалыс сайын келеді деп айтпаймын енді ол адамдар, но оларға дайындық деген енді 5 адамға дайындалған, 20-ға дайындалған бірдей ғой, мен үшін бірдей енді. Мен енді бәрі өнерімді көрсетемін, үйден не үйретті, енді олардан біздің қазақ келіндерден кем болғым келмейді. Сонымен бәрін толығып бір көрсеткен кезде адам айтты: мәссаған, еттен мынандай да істеуге бола ма, балықты былай да істеуге бола ма. Оған дейін білмеген. Оған дейін енді олар енді примерно кәрістердің типичный семьялары, иә. Мен атам қазір қазақша түсінбейді ғой, шүкір. Олардың семьяларында, иә, күріш болады, и жан-жағында енді көріп жатқан шығарсыздар сериалдардың бірінде майда корейский салаттар, ондай прям шөп болды ғой. Ол ана жерде күрішпен салат и шөптен басқа түбі жоқ. Ана жерде мен бірінші барған кезінде келін болып аш болып жүретін тұғым ше. Өйткені енді олар еркелетіп мені кухняға жолатпайды. Уже былай не қылған сайын, жаймы деп үйрене бастағаннан кейін уже тамақтары дәмсіз, түрі бір түрлі. Бізде бәрі былай еті сыртынан асыватады. Бізде ондай прям бір тамақтың қасында 45 салат деген болмайды, бір тамақ болып тұрады. Оның үстіне шай келіп жатады. Шайда вот 45 салат болуы мүмкін. Тамақтың түрін не бұзбайық, мынаусын бұзбайық, аппетитті не қылмаңдар деп біздің папалар сөйтіп не қылатын тұғым ше. Вот не әр нәрсені қосып тамақтың ішіне бүлдіріп дәмін деп. Сол үшін мен сондайға үйреніп қалғанмын да. Оларда бәрі приправа, специи. Сонымен мен аш болып мынандай болып асып кеткенмін. Сол кезде атам менің мамама звондап бір мен 16 февраль 2013 жылы тұрмысқа тұрдым ба? 2013 получается, иә, 2013 жылы тұрмысқа тұрдым. И сол кезде 20 февральда мен күйеуім туған күні болған тұғым. Сол кезде тәтті шай қылып, біздің атамыз сол кезде тәтті шай дейтін тұғым менің атам. Мен айтам: откуда вы это знаете? Айналасының бәрі қазақ қой, бәрін үйретіп қойған ғой. Сонымен туысқандарын шақыру керек үйге, үйді көрсету керек, қалай тұрып жатыр, не болып тұрып жатыр, не жеп жатыр деген кезде. Сол кезде помню, мен туысқандарыма жалость еткен тұғым. В семье все хорошо, деді, но мне в ней не нравится одно, деді, жүрегіме тықталып. Блин, не білдіріп қойдым, 4 күн ішінде не білдіріп үлгердім деп ше. Вроде азанда ерте тұрдым, үйді жинадым, тамақ істедім, не істеп қойдым деп. Тамақ ішпейді дейді, уф дегенсің ғой. Тамақ ішпейді дейді, вообще тамақ жегізе алмадық деді. Не жейді бұл қыз дейді да, не алып беру керек, не қылу керек. Өзің кухняға жүрсіңдерші, болды, өзінің жейтін тамағын өзі істеп алады. Сонымен, сол ма проблема деді. Сонымен келесі күні енем кухняға жіберді. Болды, кухня сенікі, ала ғой. Керемет деген менің не қылғаным, салыстырғаным, менің енем ондай өзі кухняға, үйге дегендей ондай прям қатты немес, қатты ондайға берілмеген. Поэтому үйді, кухня, баласын, атамды бәрі маған тапсырды. Өзі путешествияға кетеді, жан-жаққа, әр елге, әр нерге барып қайтады. Мен үйде өзім қалғасын, поэтому маған ондай қатты білінген жоқ. И андай бізде не в основном келіндерге ұнамайтын ене. Атасының алдында мынандай киіп жүру керек, басында орамал тұру керек. Бізде деген үйде мынандай шортик. Пап, что там, что делаете? Азанда, пап, что будем кушать деп, түнгі сағат 1:30 атам жемейін деп сықырлап жүреді ар жағында. Сосын бір кезде: Асема, что будем кушать дейді. Там: той, пап, дайте поспать. Ну я точно ты не спишь, давай я картошку начинаю жарить, пойдем картошку покушаем. Сонымен атамызбен түнгі сағат 1:30 картошка жейтін тұғымыз, қуырып. Жындап картошка қуырып береді. Енді атам түнгі сағат 1:30 өзіне скучно одному кушать. Сонымен қасына серік адам керек қой. Сонымен бәрі өмірбаянын, историяларын айтып отыратын тұғым. Сөйтіп деген тез сіңіп кеттім үйдің несіне, туысқандарына, басқаларына. Әр туысқан келемі бәріне керемет қылып дастархан жайып бересің. Оның бәрін күліп қарсы аласың. Үйде үйреткенде ол енді сен оны істеу керек деп істемейсің, просто соны істегің келеді. И білмеймін, сөйтіп өзімен өзі қалыптасып кетті. Так что ол бүйтіп прям қатты айырмашылығы бар деп ойламаймын, но все равно полегче. Енді мен, например, апаларым бар, сіңілдерім бар, тәтелерім бар, енді көбісі қазақтарға тиген ғой енді. Вот, олардікі енді ауылдық жерге барғанда да бар. Конечно, олармен салыстырғанда, иә, разница огромная. Қазіргі современный казахский семьяларға қарағанда бірдей. Ондай прям қатты айырмашылығы жоқ деп ойлаймын. Ешқандай өкінбейсіз? Жоқ. Мен өзім вообще жас кезімде мен білдім.
что мен қазаққа тимеймін. Мен не то что қазаққа тимеймін, бір обрусевші қазаққа тиемін деп ойладым енді. Мен бірден өзім өткен мен папам айтатын тұғым, сенің мінезіңмен сенің байың сенің басын жарып тұрады. Өйткені орыс мектепте оқығасын, орыстардың арасында болғасын, немножко сөзді ұстап қалу, үндемей қалу деген момент жоқ та. Бәрін айтып тастайсың бетке, ұнай ма, ұнамай ма, көңілге тиеді ау, тимейді ау деген ондай болмағаннан кейін шамалы торымыз жоқ та ол жағынан. Вот. Сонымен сол жағынан папа қатты не қылатын тұғым, переживать ететін тұғым. И соны естігеннен кейін мен өзім ойлайтын тұғым, точно, енді әжем кәріс. Өзім орыс мектепті бітіргенмін, майда оқығанмын. Жүрген жігіттердің бәрі қазақ болды, бірақ мен кәріске тимеймін. жүріп болған кезінде айтамын, жоқ, слава богу, мен кәріске тигенім жақсы болды. Өйткені қазақпен жүріп жатсам дейді, так, сен, короче, ертең тырнақты қиясың, қызыл ерінді не қыласың, шашты жинайсың, юбкалар ұзарады, подругаларыңды ұмыт, үйде отырасың. Сөз ойлайтын тұғым, сейчас прям мен үйде отырамын, мен боянбай таранбай өстіп жүріп, енді қалай ол деп ше, жоқ, келін болсаң сондай боласың деді. Қоя ғой дедім онда. Сөйтіп жаймен-жаймен деп кәрісті қарастырып, ішіне бір кәрісті қағып алғам. Керемет, күшті. Библиотека дедіңіз. Библиотекада неше жыл жұмыс істедіңіз? 10 жыл. 10 жыл. 10 жылдан кейін сонымен сразу ГДК ма? Иә. Қалай келдіңіз ГДК-ға? ГДК-ға келгенім қызық болды. Қызық болғанда, мен библиотекада жұмыс істеп жүріп, бізді управление культураға сол кезде, помню, Петровский болған том, начальник управления. Оның қарамағында Жалғасбаева Галя Қожахметовна деген бір кісі жұмыс істеді. Қазір біздің ГДК-да художественный руководитель, сол кезде ведущий специалист болды отдела культуры. Сол кісіге жұмыс істеуге шақыратын тұғым, қасына көмекке. Золотая осень болып отырады, дипломдарды толтыруға, распечатка, подаркілерді дайындауға, аттарын жазып, бәрін не қылуға. Сол кезде 1-2 айлаға сөйтіп алып кететін тұғым сол жаққа қарай көмекке. Ең пысық, шустрый қыздарды берші деп не қылады, тапсырма береді, соның бірі. Шустрый қыздардың арасында мен түсіп кеттім. Сонымен сол жақта сол кісімен танысқан тұғым. И 2020 жылы, 2019 аяғы, 20-ның басы ғой, 2019 декабрінде получается. Сол кісі сондай, біраз болды сонда маған, хабарласпағанына, былай не қылмай жүрген. Мен декреттемін ол кезде 2-ші ұлыммен. Ұлым 1,5 жасқа толып жатқан тұғым сол кезде. Сонымен біз Астанада болғанбыз. Күйеуіммен отпускіде, 2 баламен. Әсем қаяқтасың, істеп жатсың, не қылып жатсың? Ой, мен Астанадамын, демалып жатқан тұғым, сол отпускідеміз. Сонымен әсем бізге ГДК-ға менеджер керек болып жатыр деді. Сонымен келсей деді. Я хабарласам деп қоя салғанмын. Сосын бір кезде әсем жұмыс жақсы, анау келген деген хабарласшы деді. Қашан келесің деді. Бір аптадан кейін Құдай қаласа қалада боламыз дедім. Сонымен бір аптадан кейін қайттан звондады өзі. Вот буквально самолеттен түскен моментімізде бірден ұстап алды. Әсем келдің ба? Срочно келші, бүгін ертең ГДК-ға собеседованиеге. Жанна Кутаевна сен шақырып жатыр деді. Жанна Кутаевна сол кезде ГДК-ның директоры болды. Мен ол кісіні ақтан танимын, ол кісі менің свадьбамде тамада болған. Жанна Кутаевна, Жанна Кутаевнаны мен атам жақсы таниды. И сол кезде ол маған свадьба болатын кезінде таңда деген кім болады тамада? Кузьмина Ирина Владимировна. Сол кезде бірақ ол кісі ЦРТДЮ-дің бастығы болды ма, болмады ма есімде жоқ, білмеймін. Либо Жанна Кутаевна. Сол 2013 жылы ғой енді получается. Ой, конечно, Жанна Кутаевна дедім. Неге дейді? Мен танымаймын, бірақ ол кісіні екеуімен де былай кездеспегенмін. Но енді бір қазақ болғасын, біздің қазақша аттарды дұрыс жеткізеді ау, бір шамалы менталитеті жақын ау деп, сөйтіп сондай себеппен таңдадым да мен, по идее, кәріс қой енді деген сияқтыдай. Хотя ол кәріс емес, оның күйеуі кәріс, өзі қазақ. Вот. Сол себеппен таңдағаным болды. И сол кезде мен свадьбамды өткізді. Енді свадьба өткендегідей өтті, нормально, такая прям приятная женщина, күліп, не қылып, көңіліңе қарап, сол свадьбаның үстінде бүйтіп обходительная болғасын, маған сол жері ұнап қалды да. И уже получается 2020 жылы, соған типа 19-ның аяғы ғой енді, собеседованиеге Жанна Кутаевнаға дейді. Жанна Кутаевна бірден ойыңа сол үйген ғой. Иә, той есіме түсіп кетті. О, приятная женщина, классная, короче. Қой, ладно, барып қайтайын енді. Өйткені енді уже 10 жыл болып қалады скоро библиотекада істегенімде. Уже, в принципе, майын жеп болдым. Не істейсің басқа ол жерде? Давай попробуем сферу деятельности сменить. Сонымен бардым, ол бірден құшақтап қарсы алды. Әсема, все, приходи на работу. Бірдеңе де сірдеңке. Сосын бір өстірдім, как так сразу?
Я говорю, а что-нибудь спросить, бірдеңе айтпайын ба өзім туралы? Я тебе все знаю, мне ничего не надо. Мне уже Галя Қожахметовна все уши прожужжала. Маған дейін Галя Қожахметовна уже мынандай мен мақтап тастаған ғой, такая девочка, бірдеңе, Жанна, давай возьмем ее. Говорит, она говорит, мне так уши прожужжала. Говорит, я уже не сомневаюсь, какой ты менеджер, каким ты будешь специалистом, давай приходи к нам. Соменен хорошо деді, бастығыма звондайын. Сонымен машина отқаннан кейін бірден уже Ольга Васильевна, сол кезде Неспанова Ольга Васильевна, директор ЦБС, библиотечной системы. Ольга Васильевна мені сөйтіп все шақырып жатыр дедім ГДК-ға. Я тебе сейчас перезвоню, деді. И сол кезде перезвонит мне Баян Мадинаевна. А она была заведующей той библиотеки, в которой я работала, в 7-м микрорайоне. Залгараева Баян Мадинаевна. Сол кезде сол не қылатын, там заведующий болған. Сол звондайды ғой. А сен не кетіп баратсың ба? Ол уже, получается, анаған звондап жүрген ғой, сенің қызың кетіп баратыр деп. Кетіп баратсың ба? Қайда баратсың? Ты что? ГДК деген. Ойдой. Біраз нәрсені айтып тастаған сол жерде. Қай жағынан? Енді жақсы жағынан емес қой енді. Жаман жағынан. Жаман жағынан, иә. ГДК-ға бармақ қой. Енді эфирный нәрсе ма? Эфирный айтуға бола ма? Енді білмеймін, енді ондай прям жақсылық айтқан ештеңесі болған жоқ. Жамандап тастады, бастықты да жамандап тастады. Өте қиын кісі, айғайлайды, қырғын соғыс, не істейсің, ол жақта текучка большая. Айтуға болатын нәрсе, вот, кстати говоря, текучка большая, ол жаққа барып қажет емес. Сонымен бармақ қой ол жаққа қарай. Сосын мен говорю, давайте я попробую, дедім. 10 лет уже в библиотеке. Я говорю, я уже устала, мне что-то хочется нового. Мен сол жаққа қарай бара берейін. И көрерміз дедім. Если что, қайтып келем дедім. Сонымен ол болмады деп Ольга Васильевна знает. Ольга Васильевна знает про маған. Ты понимаешь, куда ты идешь, не стоит туда идти. Отговаривали меня все. Вот сол жерде библиотекадан естіген мамам даже барма деп айтты. Қайтесің ол жаққа қарай барып, ГДК-ның бәрі ана проверкіден өтпей қалған моменттерін айтып, недостачаларын айтып, кеткен, өлген адамдардың бәрін айтып. Сол жерде қолдаған менің папа болды. Кстати, вот мені всегда бір сондай моменттерде папам болды дейтін тұғым. Болды, я не істейсің енді, оқуыңды бітірдің, 2 балаңды тудың, болды енді, типа, жұмыс ауыстырғың келсе, ауыстыра берсін, болды, бара берсін. Кім ол вообще менеджер, не істейсің деді. Еще должностный это менеджер по культурно-массовой деятельности. Ой, по культурно-массовому досугу. Жұмысыңыз? Получается, я организовывала процесс проведения мероприятий, репетиции, приход, уход солистов, где-то что-то. Вот сондай моментте ведущий болып кетесің, тағы бір жерде аниматор болып кетесің, мына жерде барып үстіңе кукла киіп алып, барып, помню, самое мероприятиеде бір қақта жүрдік, рынокта бірдеңе таратып жүрдік па, білмеймін, короче говоря. Ана жерге кіріп кеткен кезде өзім ойлап қалдым, не істеп жүрмін мына жерде деп. Мен ондай жағынан вообще в принципе серьезный адам ғой. Даже бүгінгі мен дресс-кодыма бағана джинсы киіп келейін деген, бағана сол айтқан айтым сол ғой тұрген. Блин, джинсы киейінші деп жібермеді ше. Прям шыға алмадым ғой үйден. Қой, жоқ, болмайды. Это не мой формат. Жаңағы деятельность не мой формат болды ше. Сосын екен ғой кешіп келгенсіз. Ондай жағынан енді, иә, сол киімді оны ауыстырамын деп соны кешіп келдім. Сол кезде мен уже менеджер болып келдім бірінші күнім. Ал не істеймін деймін. Сонымен бір папка берді, мынаның ішінде солисттер. Сол солисттерден отчет жина деді. Январьдың 9-ы бірінші жұмыс істеген күнім. Ана жылдан бері олар бәрі отчет тапсырмайды, солисттер андай, солисттер мындай, бәрі жұлдыз, бәрі коронаға барған. Қасында Галя Қожахметовна, ана была моим учителем, кураторым была в ГДК. Мен кабинетке келіп отырдым. Кабинетте сол кезде помню, бір 4-5 адам отырған. Мен, получается, декретный ставкада отырдым. Менің алдында он Мадина жұмыс істеген. Менеджер болып оның алдында. Сонымен Мадинаның орнына келіп отырмын. Мадинаны енді көрермендерге айтып жібереміз ба? Иә, Мадина Жанатаевна Бисимбаева, бізде қазір ол заведующий Рио ГДК-да. Вот мен сол маған дейін ол менеджер болған. Сонымен сол менеджердің орнына мен келген тұғым. Сонымен сөйтіп жаңағы жұлдыздар дейді біздің солисттердің бәрі ештеңе тапсырмайды. Сонымен папам, короче, осыларға звондап, керек жетіспейтін отчеттарын не қыл дейді. Сұрап алып келсін дейді. Ладно, хорошо. Здравствуйте, я новый менеджер ГДК. Меня зовут Асем. Типа, не могли бы вы сдать отчет за ноябрь, за декабрь, деп сөйтіп звондаған тұғым.
сонымен оларға отчет қызық болған жоқ, мен қызық болдым да келіп жүрген солистерге. Өйткені олар мені танымайды. Енді мен вообще в принципе қалада былай бүйтіп атақты болып мен атып шықпаған ғой енді былай. Я бір мен мына жақта жұмыс істемеймін, бір сценаға жүріп жүрген адам емеспін. Я бір культурный жизньде де жұмыс істеген адам. 10 жыл бойы библиотеканың ішінде отырған адамнан не сұрайсың енді? Сонымен бәрі келіп түрме қарап, я здрасте, бәрі әйтеуір сөйтіп келіп қарап кетеді, анаусы қарайды, мынаусы қарайды. Сонымен сөйтіп отчеттарын тапсырмағандарға өзің істеп беріп, енді мен просто бәрі жинақтап оған жақсы көремін да, қағаз ба қағаз, бәрі былай, даже шрифтке дейін, таблицаға дейін бәрі бірдей болу керек. Сонымен, короче, я сейчас разработаю новую форму, соны толтырасыңдар, соны істейсіңдер. Әкеш маған өлеңнің атын қай кезде айттың? Я ол қай кезде өлеңдерін айтқандардың есінде жоқ. Я өлең атын білмейді. Атым мына жақта трава болса, ана жақта у дома болып атады. Білмеймін, сол кезде неше 11 солист болды ма, 13 солист болды ма, 13 түрлі өлең айтқан екен да, бірақ оның бәрі бір өлеңнің аты екен ше. Сол кезде таңғалған тұғым сондайларын көрген кезде. То есть ай сайын әншілерден отчет алу. Отчет алу. И сосын мероприятиялар болады дейді, мынандай мероприятие, соларға репетиция дейді. Сосын сол репетицияға ол солисттер келу керек. Ол жерге там биші, күйші қалғандары келу керек. Соның бәріне звондап, тексеріп, орындасың ба, орындамайсың ба, келятсың ба, келіватқан жоқсың ба, ана жаққа костюміңді тапсыр, мына жақтан костюміңді ал. То есть получается, ты связная между вот всеми этими людьми ше. Вот, ол жерде прям ондай қатты ұнады деп айтпаймын жұмысты. Өйткені где-то мен тұрғаным январь ма, февральда мен ведущий қылып жіберді. Сол кезде помню, конкурс был, камертон деген. Сол жерге өркенді қасыма қойып, міне ведущий боласыңдар деді. Сосын бір кезде бақтың ведущий, какой из меня ведущий? Бірінші рет. Өмірімде бірінші рет сценаға тұрып тұрмын деп айтпаймын. Өйткені ол кезде мен 10 жыл бойы библиотекада жұмыс істеген кезде мен конкурстарға қатысқан тұғым. Байконурочка деген конкурс болған тұғым, помню, среди учреждений, там, мисс Байконура емес, басқа емес, именно Байконурочка учреждениеден әйелдерді алады ол, короче. А мен сол жерде жас қыз болып барамын. Вот сол кезде бірінші сценаға шыққаным болды. Одан кейін кішігірім миры поют деген бізде конкурс болатын тұғым. Для чтецов, сол жерде малый залда мен ведущий болғанмын. Сол мероприятияның өзінің ведениесін, өзім сценарий жазамын, өзім веду. Но там у жерде не фамилия, только детей объявляешь, болды, одан ақ сен ештеңе істемейсің. А мына жерде үлкен халық дейді, большой зал дейді. Соменен, давай, Асем, у тебя получится дело. Сосын, я помню, за кулисами Жанна Катаевна тогда стояла. И сол көмектесіп тұрды. Объявляешь номер там, или объявляешь конкурсанта, уходишь за кулисы. Объявляешь, уходишь за кулисы. Бывает просто процесс награждения вот от там фамилии нескончаемые. И за кулисы кетіп Жанна Катаевна настрой береді ше. Сол жағынан сол кісі мысал мықты ше. Любой вопрос, любой проблема. Мен сол жерде сол кісіге баруға қорықпайтын тұғымын ше. Мына жер бітпей жатыр, мына жер болмай жатыр, мына жерде мынау сәйкес келмей жатыр, мен мына жерде не істейтінімді білмеймін деп. И сол кезде сол айтады. Мынаны бүйт, мынаны сөйт, мынаны не қылып жібер деп сол жерде біз жақсы тіл табысып кеттік ше сол кісімен. Вот, сонымен сол конкурске дайындап, так, а теперь ты выдыхаешь, ты сейчас уходишь немножко текстом вниз, ты должна текст давать на подъеме, ты должна заканчивать на подъеме деп сөйтіп сол жерде пару не қылып жүрген тұғым, сабақ беріп жүрген тұғым сол жерде, как нужно вести. Әйтеуір деп конкурс бітті. 6 ма 7 сағат болды ма ол конкурс, білмеймін, азаннан кешке дейін сол жерде болдық. Аяқтан аяқ қалған жоқ, но соведущий был классный. Опытный, біраз жұмыс істеген, өркен, біраз жұмыс істеген, біраз нәрсені біледі. Мен жаймен деп микрофон оқытайын. Өркен, я не могу, у меня уже ноги устали, я стоять не могу. Мына жерде софиты, лицо горит. Я говорю, у меня уже ноги отекли, я тебя прошу, короче, сделай что-нибудь. Потихоньку об меня облокотись, я тебя буду придерживать. Сонымен, короче, мен қатып тұрамын, ол да қатып тұрады, мен сәл не қылып тұрамын. Прям сахнада. Прям сахнада. Сәл сүйкім, потому что уже невозможно, бізге қарап тұрған адам жоқ, мына жақта бір процесс награждения болады деймін сол жерде ше. Я говорю, сейчас будет немножко пауза, уходи за кулисы, посиди там дейді. Я сейчас дальше доведу дейді. Сонымен сөйтіп маған көмектескені болды ше. Уф дегенсің ғой. И одан кейін келесі мероприятие мартта, прокуратура, малый залда. Там тоже небольшой, сонда кішкентай нелерге жібереді ғой енді, мен неопытный адаммын ғой. Процесс награждения, конкурса рисунков. Но проблема в том, что это малый зал, адамдардың бәрі былай тұрады, ол қиындық жері, и это прокуроры одни. Они там сидят, ползала занимают, и ползала других это конкурсанты, которые вообще принимали участие в этом конкурсе, солардың награждениесі. Ана жерде мен орысша бір жақсы жаман жері, мен тез сөйлеймін да, и сол жерде көбісі түсінбей қалады. И мені бәрін тише, медленнее, сен сөзіңді обрабатывать люди не успевают деп ше. А мен от волнения одан сайын тез сөйлейсің, деп ше. Сонымен фамилиялардың жартысын жұтып қоямын, или тез айтып тастаймын, короче говоря. Сөйтіп сондай проблемаларым болады онымен. И ана жерде маған жай оқу проблема. Жай оқу, вот сол маған проблема болды. Здравствуйте, уважаемые.
бірдеңе бірдеңе поздравляем вас деп бүйтіп майысып созылып сөйлеу деген вообще не моя тема екен. Әйтеуір оны да өткізіп жібердік. Но жаймен деп уже жұмыс скучный ше. Скучный болғанда насыщенная работа, но мен үшін немножко хаотичная ше. Мен бәрін былай болған үйреп қалғанмын. Поэтому для меня ана жерде болып жатқан хаос, репетицияға келмейді, айқай шу, репетициядағы айқайды көрсең ана жердегі сол моментте сол кездегі мама дейсің ғой, ужас. Біреуін жұмыста сол сценадан шығарып атады, мына жақтан ол адам жұмысқа қайтадан кіріп атады. Мен сол кезде таңғалған тұғым, как так можно работать деп ше. Өйткені енді мен өз мама папама қарап, өзімнің ата енеме қарап, өзімнің күйеуім менің УВД-да жұмыс істейді. Бәрі жерде дисциплина, бәрі жерде прям былай не, мына жердегі хаос. Библиотекада енді вообще полное спокойствие. Тыныштыққа үйреніп қаласың. Вот, дұрыс айтасың, тыныштыққа үйреніп қаласың. Ана жердегі жұмысты прям гүрілдеп жатыр, қырғын соғыс, у-шу. Мына жерде біреу күліп жатыр, мына жерде біреу жылап жатыр. Сол кезде жаймен деп шаршай бастаған тұғым. Сол шаршағанмен пандемия басталып кетеді ғой. Пандемия басталып жатқанда сол кезде в принципе жаймен деп не қылып жатқан, март, апрельдерде пандемия басталды, и біз онлайн форматқа кетеміз ғой. Все мероприятия в онлайн формате. Вот сол кезде маған сол жұмыс ұнады ше, онлайн. Өйткені это что-то новое. Это оны до этого қалада болмаған, до этого қала оны көрмеген. Әлемде болмаған деп айта алмаймын енді, біздің қалаға бәрі кеш жетеді ғой енді. Вот, но сол кезде сол формат, короче, бәріне в принципе новый болды да енді. Какой-то вызов там для артистов, какой-то вызов для монтажеров, которые да все это дело снимают. Но соның бәріне қызық болып, пандемияға қарамай уже бәріміз сол жағына қарай кірісіп кеттік та. Уже пандемия өзімен өзі бәрі жаймен деп адамдарды не қылып жатыр, біз мына жақта концерт түсіріп жатырмыз ғой. Сосын оны онлайн бәрін сводка жасап, оның бәрін шығарып. Вот, сол жерде, по-моему, біз 9 маяның съемкасына кіріп кеттім ғой. И то ол вазиктің ішінде тұрып, әшейін гүлмен былғағанға мәз болғансың ғой. Мына біздің новый парк Шубникова сол кезде салынып болған. И сол жерде как раз біз сол не қылған тұғымыз, қатысқан тұғымыз. Вот, соған қатысқан кезінде бір шамалы өзіме бір әдіс болып, осылай екен ғой, понятно, что там кішкентай гүлмен былғап, біздің балдар деген арылдап өлең етіп жатыр, мына жерде қыздар билеп жатыр, мына жерде массовка, кипиш. Вот, сөйтіп сол жерде уже басқа форматты көргенде жаймен деп қызыға бастадым да. Блин, ондай да болады екен ғой, күшті екен. Күнде жұмыс әртүрлі да. Енді библиотекада бір ғой, енді келесі сол бір кітап, сол бір адам ол кітапханаға келетін, сол бір мероприятие әрнеде болатын. А бұл жерде ай сайын либо адам өзгеріп жатады, либо мероприятие өзгеріп жатады, либо екеуінің біреуінің әйтеуір бірдеңе не қылады, постоянно что-то новое ше. Вот, сонымен жаймен деп жұмысқа қызыға бастаған кезімізде уже жаз басталып кетті. Жаз біткеннен кейін где-то августтың айында ма бастық звондап шақырып алады жұмысқа. Өйткені біз бәріміз пандемияда жүрміз ғой енді, удаленкада болдық та. И бастық звондайды, Әсем, заведующий боласың ба дейді. Жоқ, ойбай, қақтың заведующий, жаңағы кітапханадағы сияқты ғой. Қой, жоқ, керек емес маған. Мен ондай нәрсені жақсы көрмеймін, в принципе ше. Жоқ, Әсем, сен заведующий боласың дейді, болды. Бізде заведующий, бір отделдің заведующий кетіп бара жатыр дейді. Заведующий по организации деятельности клубных формирований, то есть кружоктардың басқаратын адам ғой. Руководитель басқаратын, соны заведующий боласың дейді. Мен айтамын, қой, жоқ. Ол жерде мен білем қандай адамдар жұмыс істеп жатқан. Жаңағы сол артистердің дәл сол 2 есе көбейткен версиясы ғой, получается. Мына жерде тек қана солист, ана жерде еще бишілер бар ше. Ужас дедім, еще театральное направление болған там сол кезде, я помню. ДПИ-сы бар, сол 4 направлениені сен басқарасың дейді. Қой, жоқ, мен бармаймын ана жерге. Ана жерде біз өткенде бір отделде жұмыс істедік сол кезде. Біздің отдел и жаңағы отдел бір кабинетте отырмыз да. И мен көріп жүрмін ғой, қандай балдар екен ана жерде ше. Енді хаос дегесен отдел, сол хаостың отделі ғой. Ужас. Қазір бәрін жамандап тастаймын. Ну ладно, қазір уже можно жамандауға. Но ол кезде маған прям енді ерекше болды ше. Өйткені мына жерде бәрі біздің отдел чем занимается? Я там отдел по организации культурно-досуговых мероприятий. Пишут сценарии, культорганизаторы, там, аниматоры, бәрін ұйымдастырады, репетиции, то все, бәрін распределяет, все. Мы сидим, просто получаем результат, получается. И сол процесстің бәріне сен контролдеп тұрасың ше. А мына отдел, то есть соның бәрін істеп жатқан отдел, получается. То есть они все воплощают все твои идеи в реальность ше. Енді я не скажу, что прям весь отдел это воплощает, но частично сол отделге қатысты. Өйткені бәр солисттер бізде жаңағы дәл сол отделда сабақ беріп жатады. Ну, то есть они руководители других коллективов, вокальных, хореографических, соның ішінде сабақ беріп жатады, мына жерде өлең айтып жатады, мына жерде билеп жатады, то есть разносторонние люди. И солармен тіл табысу. Вот солармен тіл табысу для меня было самое тяжелое. Қарамағымызда сол кезде неше адам болды? 19 ба, 18 коллектив болды сол кезде.
Енді бес саусақ бірдей емес дейді ғой, дәл сондай сияқты ғой. Енді и творческие люди это вообще басқа әлем. Мен көбісіне қазір, например, мен уже өзім басшы болғаннан кейін администрацияға, басқа нелерге дәл менікіндей өмірге үйреніп қалған адамдар ғой. Енді жаңағыдай все должно быть четко, ровно, никаких налево направо, никаких криво косо. Мен сол адамдарға түсіндіремін, что творческие люди это совсем другие люди, к ним другой подход нужен. Например, там біреу жұмысқа кешігіп келді ма, сразу увольнение. Байконурэнерго так работает, к примеру. И там по электронным пропускам, и там раньше не уходит, позже не приходит деген сияқты. С ними такая история не проходит. Ұйықтап қалдым, бүйттім, сөйттім, еркелігін көтересің, бір жерде ұрсуға тырысасың, но ұрысқаннан кейін қалай сен ол адамға ұрсасың, ертең если ол адам сахнаға шығып, сен бәрі концертіңнен ауыр алып шығады. Қалай сен одан кейін ол адамға сөйлейсің? Получается, сенің жұмысың, сенің солардың арқасында да енді. И бұл кезде мен заведующий болдым. Заведующий болған кезінде не? Маған керегі документ. Мен естілердің бәрі документі ғой, короче. Не істейсіңдер деп білген сен өлең айтасың ба, секіресің ба сценадан, аунап түсесің ба, маған барабар. Маған лишь мына жердегі қағаздарыңды ұстап тұрса екен болды. Сол қағазды жинау менің прям миым атала болып кетті. Бір жыл болды жұмыс істегеніме заведующий болып. Өтірік айтамын. Бір жыл жұмыс істеген жоқпын заведующий болып. Бір жыл болып жұмыс істедім, я точно. Бір жыл болып жұмыс істедім, бір жылдың ішінде жылаған, постоянно үйге жылайтын тұғым ше. Күйеуіме келіп айта беремін, они такие дураки, они такие тупые все деп ше. Извините меня, все, кто меня сейчас слышит, но я так и думала ше. Почему им так тяжело? И мен постоянно бастықтан сөз естейтін тұғым. Постоянно солар үшін қарайды ше. Ана бүйтпеді, проверка келеді, проверкада нарушение, ана бүйтпеді, аттарын айтпай қояйын қазір. Анау үшін сөз естейсің, мынау үшін сөз естейсің, ол ұйықтап қалған үшін сөз естейсің. Ол үйіне газель шақырып, потоп болып, бәрі мебель шығарып жатқан үшін сөз естейсің. Сен оны біліп жатасың, енді барып оны бастыққа қалай не қыласың, как-то нужно прикрывать. Еще олар маған иногда айтпайды ше. Мен басымнан секіріп кетіп, бәрін бастыққа айтады, бастық бәріне добро береді, бастық көзін жұмады, короче, а мен мына жақта оларға сөйлеп жатамын ше. Ол жерде біз мына жақта сөзге келіп қаламыз. Ана жақта бастық бәрін прикрывать, сөзі түсінбейтін оғым. Зачем она их гладит по головке, если маған айғайлайды ше, мынандай қылып. Неге соларға айғайламайды? Қазір басшы болып мен оны түсініп жатырмын енді көп нәрсені ше. Ал бұл кезде мен түсінбейтін оғым. Үйге келіп постоянно жылайтын тұғым ше. Сонымен бір күні ашуланғаным соншалықты заявление жазамын, кетемін деп болды. Көзімдегі мынандай болып түсіп кеткен, барып заявление жазамын, бастыққа барамын. Болдым, жұмысқа шығарыңызшы. Мен істей алмаймын дедім оларға. Невозможно дедім. Қиындығы сабақты дұрыс өткізбейді, или там балдары мынандай болады, или қағаздарын дұрыс не қылмайды, или репетицияға келмейді, или қатысқысы келмейді. Плюстары да көп, но ана жерде минустардың бәрі жаңағыдай стресс болып тұрғаннан кейін, шамалы негатив көп болғаннан кейін ана жердің бәрін перекрывает ше. Жақсы жағдары бар. Вообще жақсы жағы адамгершілігі балдардың. Жұмыстың сыртында бәрі керемет. Жұмыстың ішіне кіріп кеткен кезінде бәрі плохо. Поэтому сол жағынан қиын болды енді олармен жұмыс істесу. Сонымен заявлениемен барамын. Бастық заявление қарайды. Ты что гонишь, что ли дейді да? Шығып тастап мусорға лақтырып тастайды. Иди сюда, давай. Я говорю, я не могу, дедім. В чем проблема? Я говорю, я не могу. Я говорю, я с ними уже не могу совладать. Мне с ними очень тяжело работать. Я не хочу с ними работать. Соке шақыр дейді бәрін. Собымен шақырып, сол жерде бір сығып алып, мен айтамын, ана жерде кәмпін отқансың ғой, неужели деп ше, неужели тек қана маған емес бұларға да қарайды бастық деп ше. И сол жерден мен кәдімгідей андай қалай айтсам екен, мен түсіндім, как нужно с ними работать ше. Мен бәрін бастыққа айтамын, короче. Это не то, что я иду стукачу на них там, или что-то говорю, но я понимаю, что ол бастық кірсе сол жұмысқа, что бәрі нормально болып кететін ше, что она по-любому жеткізеді, ана түбіне жеткізеді, жаңағыны в чувство приведет, айқайласа да, жақсы айтса да, әйтеуір соны не қылады. И мен жәйменде бастықпен бөлісе бастадым. Кәдімгідей бастықпен жақын болып кетті ше сол жағынан. И мен сол кезде бастыққа түсіне бастадым жәймендеп. И мен уже немножко тактику поменяла, балдармен жұмыс істеуге. Поняла, короче, мына жерде болмайды бұлай. Сосын жәймейді бәрін дайындап бересің, бәрін не қыласың. Давай өстіп істейік, пожалуйста. Сосын я, ладно, хорошо. Давай сен қазір бүйт, сен маған айтшы, сен қаяқтасың, просто айтшы маған, қаяқта жүргеніңді. Я тебя прикрою, но главное, чтобы я знала, где ты. Я хорошо дейді. Сөйтіп жәймендеп, сол отделмен кәдімгідей үйімшіл болып, кәдімгідей күшті болып, жындығы плитапсып кеттік. И уже 1,5 жыл болды ма, по-моему, сияқты 1 жыл ма болған, әйтеуір бір ұзақ мен бір ешқандай бір жарты жыл менеджер, жарты жыл заведующий болған сияқтымын ше. И уже 1 жылдан кейін, получается, я жарты жыл шынымен де менеджер болдым, жарты жыл заведующий болдым. Мен целый 1 жыл сияқты болған заведующий. Жарты жыл екен ғой. 1 жыл жұмыс істеп? 1 жыл жұмыс істеп бастық болып кеттім. Вот.
осы жерден тоқтайық енді. Қалай директор болып кеттіңіз және неге именно сізді таңдады? Қалай бастық болып кеттім, Неге именно мен? Неге именно мен? Енді мен қазір бастықтан ол кезде мен сұраған жоқпын, неге именно мен деп. Сұрақ қойғаным болды, бір рет қойдым, бірақтан сенен басқа кім деді. Маған бастық мен шақырады, сен бастық боласың, дайындал дейді. Мен қақа бастық боламын. Ол кісі қайда кетіп бара жатыр? Ол кісі начальник управления болып кетіп бара жатыр. Бізге жоғарымызға қарайды да. Сонымен бастық боласың дейді. Қаяқтың бастығы дедім. Сосын мен мына жерге бастық боласың дейді. Қаяқтың бастығы? Жоқ, мен бастық болмаймын дедім. Жоқ, сен бастық боласың дейді. Мен ойнап отыр деп ойладым. Мен бір жаққа кетіп бара жатыр деп ойладым. Там отпускке ма, басқа бірдеңкеге ма. Но по идее отпускке кетсе, адам по идее бір заведующий ол жерге ИОП-та тұра алмайды. Сосын бір кезде: "Нет, Жанна Гатаевна, я куда вы собираетесь?" "Я в управление ухожу." Я говорю: "Нет, а что, кроме меня людей нет?" Енді маған дейін уақытта уже неше жыл бойы жұмыс істеп кеткен адамдар бар ғой. Опыты бар, стажы бар. Мен бұл жаққа келгеніме бір-ақ жыл болды, точно бір жыл болды, я. Я говорю: "Нет, я не буду директором." Сосын бір кезде: "Почему именно я?" Мен де сондай сұрақ қойдым: "Почему именно я? А кто кроме тебя?" Я говорю: "В смысле, кто кроме меня?" И начинаю перечислять. На общем. Жоқ. Только ты, все, давай готовься морально, физически. Какое там у тебя гражданство? Я говорю: "Блин, я РК." Уф, деген соң іште РК точно қоймайды деп ше. Бір звонок: "Должность не муниципальная, типа можно с гражданством РК." Блин, я не стимул. Там, я хочу в декрет, дедім, короче, я скоро пойду в декрет, мне надо уже идти за 3-м. Нет, вообще думать забудь. Ты только недавно вышла из декрета, тебе надо работать и работать, пахать и пахать. Мне: "Ты точно будешь директором." Я говорю: "Ладно, хорошо", дедім, короче. Шығып кеттік, значит. Ол жерде прям көп сөйлесетіндей уақыт болған жоқ. И ол даже көп түсіндіретіндей уақыт болған жоқ ода. Просто сол күн сонымен бітті. Бір ұйықтап тұрған соң ана оймен бәріне звондап жан жаққа: "Блин, мен бастық қылайын деп жатыр. Шын ба, өтірік па, өзім сенген жоқпын шынымен де ол хабарға." Ол кезде ешкім оны білмейді. ГДК-да да ешкім білмейді ол мен басшы болайын деп жатқанымды. Ешкім даже ойлағанда да жоқ оны. И ол прям в строгом секрете держал еще целый ноябрь, декабрь. Енді ол қасымыздағы, наверное, бір 2-ақ адам білген шығар ГДК-ның ішінде, что именно мен директор болатынын, бастықтан басқа. Сол 2 адам ғана білді. Бәрі қуанды. Естіген адамның бәрі қуанып жатыр ше. "Ты чё, давай, бар." Мен қуасың ба, қақтың директор болып, мен директор болмаймын. Сонымен уже бір ұйықтап тұрғаннан кейін келесі күні азанмен қайтадан бастық шығарып алады ол. "Асем, ну чё, ты подумала? Үйіңмен сөйлестің ба, күйеуіңмен сөйлестің ба?" Я говорю: "Вы что, серьезно, что ли, говорите?" Она говорит: "Да." Я говорю: "Не, Жанна Гатаевна, вы что?" Я говорю: я одно дело как бы творческий процесс, и то я в этом новичок. Я вообще не шарю в творчестве. Боже, что там шарить, елкины?" Она говорит: "Знаешь, что хорошо, знаешь, что плохо. Все, дитя." Я говорю: "Вы что? Это же целое содержание здания, это целая там производственная часть, хозяйственная часть, экономическая часть, финансы, деньги. Это, блин, сколько человек под твоим руководством находится? Там 120 человек. С ними со всеми совладать." Я говорю: "Это нереальная история, я не хочу вообще." Қой, жоқ, нормально, сен қолыңнан келеді. Сема, мне нужен человек со стороны. То есть іштегі адамды қазір көбісі қолдайды, қолдамайды. Сондай болып кетеді деді, коллектив бөлініп кетеді деді да. Сырттан адам болу керек. То есть ты еще не своя, ты как бы и не чужая. И сенен адам қорқады деді. Ну, типа, сен сондай образ создавать істесін деді да, өзің түріңмен, өзің немен. Маған сырттан бірінші көрген адамдар там қатты, суық, высокомерная, там чересчур мінезі бар деп ойлайды да. А былай сөйлескеннен кейін шамалы: "Чё там?" деп уже былай сөйтіп мен жиылып кетеді да. И сол жағынан ба, бір бастықтың не қылғанын білмеймін енді, қалай ондай шешімге келгені. Но ты вообще круто впишешься. Я вот знаю, если я сейчас назову твою кандидатуру, все сразу притихнут. То есть, типа, все. Ни у кого не возникнет споров, почему. И никто не скажет, что кто-то против, там, что кто-то хорошо, там, или "а давайте вот этого человека, а почему именно она", деген сұрақтар болмайды. Я всем сразу рот закрою. Тағы уже енді. И жаймен деп сен мен қасыма кел, мен сені дайындаймын дейді ғой. Мен әлі ол жерде сеніп жүрген жоқпын ше. Мен ойладым, қазір енді бастықта просто, наверное, басқа адам болмай тұр. Қазір мені сәл-сәл көреді, сосын мен болмаймын, то есть я не подойду к этой должности, и сосын бастық қоя қояды деп ойладым.
Сонымен целый где-то ноябрьдің аяғынан декабрь, короче, сол бастықтың қасында боламын. Бәрін көрсетеді, бәрін айтады, мынаны бүйтесің, мынаны сөйтесің, ақша жағынан так, там отырып алып сосын барып коллектив дейді, короче, давай жазып ал, мынаны әрқайсысына характеристика береді ғой әр адам. Я помню, сол ежедневник менде әлі немде тұр ше, жұмысымда тұр. Әр адамдарға фамилиясын жазып қоясың, характеристика так, слабые места, недостатки, достоинства, бәрі адамдарды сөйтіп не қылып берді ше. Оқу керек пе? Вот, соныменен бәріне не қылып берген. И сөйтіп уже январь басталды. Январьда уже прям бастықтың былай жабысып қалдық қой. Уже все, уже бастық примерно біліп отыр, что ол ода уверенность болған жоқ, что ол болатын ше. Оның да тұратын орнынан тоже кандидаттар болды да. И уже өзіне уже мен деп білгеннен кейін ол уже точно білді, что мен екен, мен болатын ше артынан. Сосын және мен деп руководствоға айтады, администрацияға айтады. Типа вот вместо меня будет вот эта вот девушка, бәрі в шоке. Во-первых, молодая. Мен ол кезде, получается, 31 год мне. Молодая, меня никто не знает, ешқандай рекомендация жоқ, ештеңе жоқ. То есть басшылар кім болады? Әкесі әке, бәке, басқа нелері бар, туыстары бар, басқалары бар, либо огромный стаж работы, менде анау да жоқ, мынау да жоқ ше. Ну, то есть стажа именно в руководящей должности. Да, то есть мен аяқта заведующий болғаным, там, главный болғаным, оның бәрі саналады, стажға кіреді оның бәрі ше. Но ол ондай басшы болғанға кірмейді ғой енді. Вот. Сонымен бастық айтады, она сможет. Но если ты говоришь о том, что она всего год у тебя проработала, и она, типа, достойна этого места, ну, значит, типа, она, наверное, достойна. Ну, давай представляй ее потихоньку. Көрсет адамға, жұртқа, таныстыр, кім, қандай. Сөйтіп, бастық жаймен деп мен таныстыра бастайды. И андай, шамалы, менсінбеушілік болды да, жұртта. Во-первых, бәрі бізді туысқан деп ойлады. Қызы, сестрасы, апасы, басқасы, бірдеңкесі. Да, сол кезде есімде, правда айтқандар салған. Да, как так поставили. Ким, Жанна, Ким, Асем, значит, туысқандар. Да, все. Сол жерде, я помню, менің енем, сол правда да, комментарий жазған ғой. Өмір жазбайтын комментарийді менің енем деген 7 комментарий жазыпты, оның ішінде мама, успокойтесь, жазбаңыз ештеңені. Сосын бір кезде ана деген әр жамандағанға сөйтіп ответ қайтарып отырған ғой вообще. Там типа, это сестры, куда смотрит администрация. Это вообще-то у нее муж, у обоих мужья корейцы. Они обе казашки. Сөйтіп бәрі бір 7 комментарийді менің енем. Сосын мам, не надо писать ничего, болды, жазбаңыз деп. Сонымен ладно, люди что ли вообще дураки, они что тупые деп сол жерде менің енем біраз неғып жүрген, осы правда да сонда не шыққан кезінде. Жанна, қытайда ешқандай туысқаныңыз емес? Жоқ, бәріне ашық айтайын, мен туысқаным емес. Оның күйеуі кәріс, менің күйеуім кәріс, болды. Екеуінің фамилиялары Ким. Басқа ешқандай біздің родственный связьдер жоқ. Жоқ, 10 жыл бұрын мен свадьбамды өткізген, болды. Одан басқа бізде басқа ешқандай пересечение болмапты, иә. Сонымен сөйтіп, жаймен деп оның уақыты жақындады, менің уақытым жақындады. И ол үйреттім деп ойлады. И ол дальше үйретем деді. Бірақтан сол сөзінде тұрды. 16 февраля, Асем болды. Уже где-то февральдің басында, где-то 14-нде ма, где-то 14-ті где-то ортасы жақындаған кезінде, Асем ертең 16-та сен назначениең болады дейді ғой. Мен кетіп бара жатырмын дейді. В смысле кетіп баратсыз? Мен оған дейін іштегі балдармен сөйлесіп жүрмін ғой енді. Менде просто поддержка мощная от коллектива была. От коллектива болғанда 120 адамның бәрі деп айтпаймын. Ішіндегі бір 4-5 адам кәдімгідей қолдап тұрды да. И ол бірақтан ол 4-5 адам біздің ГДК-ның ішінде андай біраз жыл жұмыс істеген, уже өзінің сөзі бар, өзінің мнениесі бар адамдар. Поэтому солардың бәрі қолдап, типа, давай, деп біз саған көмектесеміз. Біз жақтан, вот с нашей стороны не беспокойся, біз жақтан қорықпа. И бәрі күшті болады дейді да. Үй поддержка берді, прям семьядан мощный поддержка кетті. Менің атам кезінде басшы болған, өзімнің туған атам кезінде совхоз директоры болған, менің папам басшы болған. И как будто біздің прям саған берілген болды, бір күш беріп қояды да, жаңағыдай жынды вообще мампаның үйіне барған кезде, өз семьяға келген кезінде өзім атам менің басшы болған, ол саған бір не береді, дух береді ше. И сөйтіп жан жақтан бәріне қалды, жан жақтағы адамдарыма сеніп мен бастық болып кеттім ше, шыны керек. Өз-өзіме сенген жоқпын ол моментте. Жан жақтағы адамдарыма сеніп сөйтіп не қылып кеттім. Мотивация беріп тұр ше олар. И менде не самый плюс, мен өз-өзімді ұстау білемін ше. Өз-өзімді жұртқа көрсетуді білемін. И сөз байлықпен өз-өзімді көрсеткесін именно андай өтірік сөйлеп, бір өтірік әңгіме айтып, күліп өтірік сөйлеп істей алмаймын ше. И сол жағымнан ба мен көзге көрініп қалғаным. Өйткені мен 16 февраль бастық боламын.
и сол 16 күні ма келесі күні ма или оған дейінгі күн ба бізде мероприятие өтеді ғой. Дәл осы скоро сол мероприятие болады бізде уже. Концертная программа Дню памяти воинов-интернационалистов, афганецтерге ше. Сол концерт болады, сол концертте мен ең бірінші, получается, мені жұмысым емес енді ол. Оған дейін маған дейін Жанну Катаевна істеп кеткен. Жанну Катаевна оны қойып кеткен, ближайший 23 февральді қойып кеткен, 8 март қойып кеткен. Бәрі, и в принципе осы уақытқа дейін 2 жыл болды ғой бастық болып жатқаныма, скоро 2 жыл болады. Бәрі мероприятияны соның руководствосымен өтеді. Шүкір деймін. Вот сол жағынан сол сөзінде сол тұрды ше сол кісі. Өйткені ол білет, что мен очень хороший болады ғой енді бір жағынан жақсы, вот что лучше всего получается. Быть руководителем получается ше у меня, но именно творческий процессе шамалы қиындықтар бар. Қиындықтар бар емес, кәдімгідей бар қиындықтар творческий процесста. И ол творческий процесстің бәрі емес енді, но основная часть, например, идеяда ше, концерт қандай болады, не болады, сценарий қалай жазылады. Ары қарай уже алып кете беруге болады. Но ол именно осы бастамасын бастық полностью от А до Я соған кіріседі. Всегда обязательно. И, например, көбісі айтады да, неге сен өзің істемейсің? Неге сен ол кісіден уже типа тартынбайсың дейді да, сен өзіңнің проекттерің болу керек, өзіңнің мероприятиелерің болу керек. А зачем? Маған зачем ол? Есть, например, адамдар сол үшін жаратылған. Вот соларға, вот у них хорошо получается. Я умею хорошо деньги считать. Я умею хорошо там организовывать другие проекты ше. Жұмыс жағынан, басқа жағынан, іштегі коллективті ұстап, не қылып, экономика, финансы, басқа документацияға, бәріне. И в целом творческий процессте мен уже қазір жаймен деп пісіп, оғанда да көзқарасым өзімнің пайда болып жатыр да. Но оғанда да адам келу керек қой. И соған маған сол Жанну Катаевна осы уақытта көмектесіп жатыр. Бәрін я могу привести, к примеру, до процесса ше, репетицияның бәрін алып келіп, сосын соған сдачаға кететін мероприятиелер. Даже ол қолын салмаса да, ол мероприятиеге обязательно бәр процесстерде ол не қылып тұрады ше. Соңғы сөз содан кетіп тұрады. Осылай. Иногда бывает момент, нет, Жанну Катаевна, олай емес, давайте біз все-таки осыны қалдырайық, осылай болсыншы деп біз қазірде жаймен деп жастар болып өзіміздің даусымызды шығарып жатырмыз да. Оғанда да басқаша болып көзқарас қылып, ну давайте, хорошо дейді, ну раз вы так хотите, давайте дейді. Так что в этом плане екеуміздің жұмысымыз шүкір осы 2 жыл бойы менің қасымда жүріп, мені қолдап жүргеніне мен өте қуаныштымын. Менде біраз нәрселер болды, было выгорание, жұмыс істегім келген жоқ. Енді қиын ғой, енді сен өмір бақи басшы болмағансың, ондай жақта көрмегенсің. И көп жыладым. Мен в принципе қатты жылауық бәтше, маған кішкентай бір не қылса, мен жылауға дайын. Повод берші маған. Соған мен бірден уже дайын тұрамын. Жылай, үйге барып бірін жылаймын. Иногда болды бір-екі рет жұмыста да бір стресс болғаны ше. Ең қиыны андай 120 адамның бәрі, сен например отырасың ғой, концерт ол бөлек әлем ғой, енді концерт ол концерт. Былай іште жұмыс істесу жаңағы адамдармен ол да қиын. Оның алдында 18 адам болды, енді айналаңда 120 адам ше. И бәрі саған қарап отыр. Сен не дедің, сен не істедің, сен анаған былай қарадың, сен видеодің, сен мынаған ұрыстың, сен мынаған бүйтіп не қылдың. И әр 120 адам саған бір өзінің проблемаларымен келеді ше. 124 адам, 120 сұрақпен келіп тұрады. Иә. И мен соның бәріне көмектесуге тырысамын да. Мен, например, енді мен жоқ деп айта алмаймын. Вот жаман жері жоқ деп айта алмаймын. И мен жаңағыдай бәрін адамдарды сосын жұмыста көріп жүресің ғой, сен оның проблемасын есіңде тұрады да, былай мына жерінде. Сен оған жоқ дедің ғой, например, бір адамға сен жоқ дедің. Саған мен жоқ дедім, иә. Сосын мен сен ГДК-ның ішінде көріп жүрген кезімде мен ішімнен жейді ғой. Мен жаңағыдай сенің қас-қабағың настроениең жоқ па, басқа бірдеңе ма, блин, жаңағыдай проблема соны шешіп беру керек еді. Мен көмектесе алмадым, блин. Мен сөйтіп жүргім келмейді ше келесі күні. Мен қалай тік жүрдім, мен солай тік жүргім келеді. И келгеннен кейін уже айтады шаруасын, жұмысын айтады, семьясын айтады, анау не устраивает, мынау не устраивает, сонымен отырып алып бәрін соны айналдырамын. Все хорошо, істеп беремін. Сосын соны істейсің. Енді осы 2 жылдың ішінде мен, наверное, больше да сказала, чем нет ше. Может быть, поэтому меня любят, возможно, но это еще не факт. Мен ол жағынан білмеймін. Өйткені көбісі жас деп, мені жас не қылады да. Көбісі менің жастығыма қарап тұрып та, может, қарамай да ма, білмеймін ғой, енді қазір олардың өздерінен сұрау керек. Мне всегда интересно обратную сторону узнать. Бәрі ГДК-ны шақырып мына жерде интервьюсын тыңдар едім мен. Не деп айтатын ше. Вот. Но я думаю, что им повезло. Именно, что бастық жас екені ше. Өйткені көп нәрсеге, біздің, например, бастықпыз инь-яньбыз ғой. Біздің бастық өте қатты, өте эмоциональный, өте андай, біздің болса жоқ,
жоқ, там репетицияларда айқай шу қырғын соғысады. Мен өте лояльный бастық. Мен айғайлағанымда білмеймін, вообще естімеген шығар ешкім ешқашан. Мен айғайламаймын, өйткені мен айғайламаймын, айғайласам жылап жіберемін ана жерде. Поэтому мен айғайлау деген не екенін білмеймін. Мен ең жақсы көретін ақшадан айлықтан қиып тастау. Все, мен түсіндім, вот это 100% работает ше. Ұнамады ма айлықтан қиып тастаймын, ұнамады ма айлықтан қиып тастаймын. Болды, мен басқа не істеймін енді. Мен айғайлағым келмейді. Мен ерім құртылады оған. Мен өзім денсаулығым құртылатын. 2 жылдың ішінде мен біраз денсаулығымды енді осы басшы боламын деп біраз құртып алдым енді. Вот, но жаймен деп түсіндім, блин, зачем нервімді құртамын? Тасташы болды. Жаймен деп мен сейчас научилась. Мен баяғыда прям концерттің алдында вплоть костюмерныйға барып, жоқ ана көйлекті киесің, кимейсің, туфлиң дұрыс емес, шашыңды дұрыста, макияжыңды боя, мына жаққа барып, жоқ сен ол өлеңді айтпа, сен өлеңді былай жатта, ана жаттаған жоқсың деп, соның бәріне кіріп кететін тұғым ше. Бәрін қарап, кадрларды қарап, ой мынау болады, мынау болмайды. Кәдімгідей қанша этап бар концертке дайындықта, сол бәр этапына кіріп жүретін тұғым ше. Кабинеттің түрін қарап, блин, мына жерде потолок құлап жатыр, мына жерде лампочка ауыстыру керек екен, мына жерде линолеум жыртылып қалған екен. Соның бәріне қарап жүретін. Қазір мен жүрмеймін. Өйткені уже жаймен үйрене бастайсың да, и уже қарамағанда қанша адам ол адам бәрін істеп жүр, если мен олардың жұмыстарын істеп жүретінсің. Блин, давайте я уже начну делегировать дейді ғой енді қазіргі модный сөз, сөйтіп жаймен деп не қылайықшы уже. Мен өткен ана жақтан келемін администрацияда жарты күн болып, мынандай қазанбаспен неше түрлі нелерді не қылады. Еще плюс жұмысқа келіп, мынандай объем информации. Тогда мына адамдардың бәрі не үшін? 120 адамның бәрі. Әр еще отделдің заведующийлары. Давайте лучше мен солардан. И сөйтіп жаймен деп, енді прям бәрі 100% идеальный демеймін енді, но 2 жыл бұрын мен салыстырғанда шүкір әйтеуір қазір бәрі жақсы деп ойлаймын. Но оны жақтыратын адамдар да бар, естественно, любой нәрседе, и жақтырмайтын адамдар да бар. Өз-өзіме айтқан бір нем болды, мен өз-өзіме бір установка бердім. Мен бәрі үшін жақсы бола алмаймын. И мен бәрі үшін жақсы болғым келмейді. Маған өз жұмысым ұнайды, маған өзім қарамағымдағы адамдар ұнайды. Я всех, вот, бәрі 120 адамды, я вот уважаю ше, бәрін уважаю, каждого уважаю. Техничкіден бастап, басшыларға дейін отделдерін бәрін уважаю. Но оларды жақсы көруге мен тиісті емеспін. Поэтому жұмыс, ол жұмыс. Жұмыс парызында, пожалуйста. Басқа уже бөлек, жұмыстан бөлек нәрсе, ол уже, извините, это уже не ко мне. То есть мен сол жағын жаймен деп қазір уже разграничивать начала ше. И қазір жоқ деп айтуға. Жаймен деп не сильно получается, конечно, но жаймен деп оған да үйреніп келе жатырмын. Оған да шүкір деймін. Енді уже первое время мен бірдеңе айтуға қорқатын тұғым, бірдеңе істеуге қорқатын тұғым ше. Қазір мен істеймін, істегенім даже дұрыс емес екенін біліп тұрсам да, мен өзім оправдание тауып, уже артын бірден өзім жөе бастаймын ше. Бірден уже соған дайынмын. Но мен оны істеймін бірінші. Баяғыда мен даже оны бірінші шагты істеуге қорқатын тұғым. Қазір уже істеп болғаннан кейін ойлайсың, так, мен дұрыс істедім ба, дұрыс істемедім ба. Дұрыс емес болса, жоқ, неге дұрыс емес? Дұрыс. Қазір бір жеріне шығады деп. Сөйтіп жаймен деп уже өз-өзіңді не қыла бересің. Енді 2 жыл деген ондай көп срок емес қой. 2 жыл. Енді мынандай жас болып тұрып нормально сияқты. Бұндай енді бәрі, например, айтатын тұғым. Бәрі болғанда мен өзім ондайда не замечаю ше. Но көбісінің несі, бастықтың да бірінші айтқан несі, ты должна быть довольна тем, что тебе предложили из многих людей, там, из десятка кандидатов, да, что там сырттан келетін адамдар бар ғой, не обязательно іштен біреуді қоюға басшы алып, сырттан да басшы болғысы келіп жүрген или там ойлап жүрген адамдарды көп қойды, вот, что из всех этих людей ты именно стала директором, что именно у тебя возможность в 31 год. Енді мен сол моментте біздің қала бойынша ең жас директор болған мен. И ең жас директор болып қалған да мен. Өйткені менен кейін де бір жас басшы болған бала бар, ол бала уже орында тұра алмай қалды. Өйткені өз-өзін көрсете алмай қалды ше. То есть қазір сіз байқоңыр бойынша ең жас директорсыз. Ең жас басшы мен болып тұрмын. Ең жас директор болу қиын ба әлде? Оның өзінің ерекшеліктері бар ма? Үлкен жиналыстар болады, ол жиналыста әрине үлкен кісілер. Иә, вот сол жағынан первое время қиын болды. Бірінші бастапқы уақыттарда өткен администрацияға барасың. И мен айттым ғой, мен ең плюсым мен өз-өзімді ұстау білемін ше. Мен өз-өзімді адамға көрсету білемін. И мен қай жерде, не айту керек екенін білемін ше. И мен сондай моментпен өз-өзімді көрсетіп алдым басшыларға. Мен сөйлесем, мен еще бір жақсы жаман жағым шығар, енді ол бағанада айта кеттім ғой. Мен бірден бәрін бетке айтамын. Маған ұнамай ма, мен бетке айтамын. Мен түлкі бола алмаймын ше. Там, мына жерде бүйтіп жүру керек еді, там, мына жерде сөйтіп жүру керек еді деген момент жоқ менде.
нет, не пойдет, мне это не нравится, давайте бүйтіп істейік, там давайте былай істейік. И сол кезде жәймен деп бүйтіп бәрі қарай бастады да, блин, мынау жап жас болып алып типа не деп отыр деген сияқты. Но ол жерде де біздің Жанна Нукатаевнадан выше кураторымыз бар, Николай Петрович Адасев. Сол кісінің де қолдауы и главаның өзінің қолдауы маған қатты көмектесті. Өйткені мероприятиелерге келеді, сен өзіңді ұстап тұрасың, мероприятие өтеді. Келесі басқа форматтарда өзі кездесіп қаласың жаңағы басшылармен. Сол жерде сұрақтар қояды. Жәймен деп сені енді тексереді ғой, енді былай да былай, коллективің қалай. Маған огромным плюсом сыграло это коллектив. Коллектив мен туралы айтқан нелері, өйткені олар не только менен сұрайды, но и коллективтен сұрайды, басшыларың қалай деп. Мә, басшы керемет дейді. Сырттағы адамдар да сұрайды, басшыларға қарай, басшы керемет дейді. Соныменен жәймен деп, солардың арқасында уже менің атым шыға бастады ше. Басшы жақсы, она справляется, коллективі оны қолдап отыр, поддержка беріп отыр. Өзінің мына жақта администрацияда ұстағанын, дәл ана жақта ұстағаны бәрі бірдей, бәрі орнықты, бәрі лайықты. Өйткені мен ана жақта түлкі болып, мына жақта да түлкі болып жүрсем, ол басқаша шамалы мнение болады деймін да. Или мен ана жақта былай, мен мына жақта былай сөйлеп тұрсам, ол да басқаша болар еді. А так, менің работниктерім бірдеңені сұрайды. Көтеріңіз, там бүйтіңіз, сөйтіңіз, ставка жетіспейді бізде. Мен соны қолдап шығамын бірден. Ана жаққа көтеремін ол әңгімені. Біз там осы уақытқа дейін енді 2 жылдың ішінде біз командировка беріп қайттық сыртқа Россияға. Каменский Уральскте осы жазда. Маған дейін, білмеймін, о заманда болған болмаса, маған дейін де болмаған. Жастар болып, целый ұжым болып ешқаққа шықпаған. Біз 16 баланы алып шықтық, 9 үлкен, 27 адам болып, үлкен составқа командировка беріп қайттық бір аптаға. Обалденное ощущение, обалденные эмоции. Бәрі прям соны не қылып, но соны қолдап алып келген кім? Мен деп өз-өзіме не қыламын да, сөйтіп мақтап жүрейін, мақтап жүрген емес, шындық қой енді. Оны да олар көріп отыр ғой, басшылар. Енді ол жақта да кеміс емес қой, адамдар жындылар отқан жоқ қой, енді ай болса бола берсін, жас қыз ба, типа болды отыра берсін, не бітіреді еді деген сияқты. Олардың бәрі маған олар планка қояды, мен сол планкаға жетуім керекпін. Олар маған бір задача қояды, мен сол задачадан асырып шығуым керекпін ғой. Вот сол кезде мен уже атым басқаша болады. И жақында уже сырттай өзім туралы әңгіме естіген кезінде соған қуанып қаласың да. Оказывается, мен сырттай әңгіме естігенді жақтырмаймын, өйткені сырттай не жақсы әңгіме етпейді ғой ешкім. Но бұндай әңгімелер ұнайды маған. Там, что ты находишься на хорошем счету, сені қолдайды, тебя уважает, сенің жасыңа қарамай, сенің түріңе қарамай, сенің там басқа неріңе қарамай, сенің жұмысыңа қарап, сенің коллективіңе қарап, сені қолдайды деп ше. И бәрі таңғалады ғой. Мен, например, біз сыртқа площадьқа шығамыз, мероприятияларға. Бізде 9 май бәрі сыртта өтетін мероприятия ғой көбінесе. Мен коллективке, например, мен басшымын, болды там. Әр түріндер деген сияқты мен отношение жоқ. Там, или мен дәл солай рабочий мен де ана жерде ойнап сөйлей беремін, үлкен адамдар мен де ана жерде администрациямен, и мен ешқашан бүйтіп адамды сырт тастап, сен там простой рабочийсің, мен жақта басшылармен тұрмын деп, мен өзімді басшылардың қастарына барып, солардың қатардарында тұрмаймын. Мен өзім адамдармен до последнего мероприятия бітемін дегенше түнгі сағат 2-ге дейін ана жерде бір-екі рет болды, одан кейін өтіп мен уже не фанатела, ше 2-ге дейін сцена жинағанымыз болды. Мама дедім, ол ужас дауыс несі. Одан кейін уже жәймен деп уже қарамағында сенімді адамдар пайда болғаннан кейін уже оны да тапсырып жібердім ше, болды, жаққа бармаймын деп. Сөйтіп жәймен деп уже айтып отырмын ғой енді сол коллективтің қолдауымен и өзімнің несімен, жаңағы сен айттың ғой жаңа басында образование керек деп ойлайсың ба деп ше, вот сол керек, осы жерде керек болды маған, осы прям өткені жаңағы сөз байлық и орнықты сөйлеу. Сонымен жәймен деп бәрі жақсы болып кетті. Қазір, например, мен уже бастықтармен ойнай аламын, мен олармен сөйлесе аламын. Мен уже первое время қорқасың ғой, бірдеңе адамды білмейсің, сен ол не ішіп не жеп жүргенін білмейсің, и олармен даже ойнауға, не то что ол адамға қарауға қорқасың ғой. Қазір уже тік қарайсың, тік жауап бересің, и бірдеңе керек болса тік барасың. Баяғыда через окольными путями бәрі адамдарды ортаға салып, анаған звондап, мынаған Жанна Нукатаевна бір звондайсың, анаған звондайсың, өйткені сен қорқасың да бірден тік баруға. Қазір уже бірден тік баруға тырысасың. Неше 2 жыл болды дедіңіз директор. Осы 2 жылдың ішінде қандай өзгерістер болды, қандай өзгерістер алып келдіңіз, немесе болашақта қандай өзгерістер болуы мүмкін? Жұмыс жағынан ба? Иә, біздің ГТК-ға как директор ретінде. Өзгеріс алып келдім. Ең жақсы өзгеріс емес енді, ол прям жақсы өзгеріс деп айта алмаймын енді.
өте молодой состав менде қазір. Прям весь коллектив жастар. Мен соған қуанамын. Неге дейсің ғой? Өйткені жастарда энергия бар да. Жастарда қазір бәрі жастар жанып тұр. Оларға просто направлять ету керек та ол жастарды. Дұрыс направление берсең ол жастарға, олар біраз жерді жарып шығады деп ойлаймын мен. И біраз нәрсені істеп тастайды. Например, жаңағыдай мен сияқты ғой, осыдан бір 13 жыл бұрын, иә, маған мен 2,5 рубльге біраз нәрсені істейтін тұғым. Одан кейін 7,5 рубльге мен біраз жерді жарып шығатын тұғым. Дәл солай қазір жастар. Оларға кішкене айлыққа, олар дәл солай қуанған балдарға мен қуанамын ше. Жұмысқа келеді, көздері мынандай болып, бірдеңе істегісі келеді ше. И жас директор болғанда сол себептің жақсы жері ше. Өйткені жаңағыларға тормоз бермейсің да, жоқ там сомнение бермейсің оларға. Қолдап жіберсең, дұрыстап мақтап жіберсең, олар бірден уже істей береді. И қазіргі заманда жақсы мотивация ол ақша. И ақша жағынан, финансы жағынан, иә, я думаю, что мен өте хорошо поощряю өзімнің коллективімді ше. Өйткені мен білем артқы жағы. Например, концерт ол не, 1 сағатта өтіп кететін нәрсе. Оған дейін ол концертке алып келетін нәрсе біраз жұмыс жасалады. И мен сол жұмыстарын қолдаймын да олардың. И сол жұмыстарын ценю. И мен сол жұмыстар үшін төлеймін оларға. Төлегенде төлемеймін енді. Мен өз қалтамнан алып төлеп жатқан жоқпын ғой енді оларға. Но мен оны қалай былай, например, мынаған көптеу, мынаған аздау. Мына айда ол көп істеді, мына айда ол типа аз істеді. Но бұғанда да дәл сондай қылып берейінші, мен өйтіп бермеймін ше. Например, саған былай деген сияқты. Мен оғанда да көп беремін, но с учетом того, что сен келесі айда өсіп жарып шығасың. Дәл осылай деген сияқты ше. Өйткені оған постоянно аз бере берсең, оған уже мотивация болмайды. А сен оған уже көп планканы беріп қойсаң, бірден ол соған тырысады. И қазіргі вот бүгінгі күнде, например, менің вот именно творческий составым маған дейін олай болмаған. Айлық жағынан, поощрение жағынан өте шүкір жақсы айлық алады. Ол бір жағы. Екінші жағы, жаңа айта кеттім ғой, например, командировки, иә. 2 коллектив, 2 учреждение болады. Парадау деген сияқтыдай. Соның ішіне біз алып кеттік, например. Неге? Мен. Өйткені мен провела огромную работу, совместно со всеми, конечно, но мен ол бәрі убеждать етіп, не қылып, одан кейін Жанна Катаевна оған қосылып, и ол барам дегенше, барғаннан кейін біраз жұмыс болды ғой енді, но барғаннан кейін біз туралы отзыв болған, маған сол уже ары қарай ойнап кетті, жақсы. Отзывтар күшті болды. Біздің коллектив туралы, біздің балдар туралы, біздің қала туралы. И олар уже бізге келді ғой сосын одан кейін сентябрьде. И жаңағы бәрі мақтаған сөздердің бәрін айтып, бізді іздеп келді. Бізде мені іздеп келді. Мені іздеген адамдар болды ана жерде келгеннен кейін. Жазған адамдар болды сол жерде. Мен соған қуанып қалдым. Блин, мен все-таки не только осы біздің қалада, мен уже ана жақта сыртта вообще бізді танымайтын КДК кім, біздің балдар кім. Біз енді целый 27 қазақ бала болып бардық қой енді. Мен сол жерден қорықтым ше, шамалы национальный вопрос тұра ма деп. Шүкір, ол да тұрған жоқ. Біз до такой степени біздің балдар ашық болды. И біздің балдар дегенде не только там кішкентай балдар айтқан жоқ, біз коллективті айтамын да в целом. И одан кейінгі біздің басшылардың бәрі оның бәрін естіп отыр ғой. И қалай барып келді, мен қалай өз-өзімді ұстадым. Бәрін по пунктам не қылады ғой. Ну что там, сен Нұрлан ана жерде не деді, ана жерде не деді, ана жерге қалай қарап бәріне қылып. И соның бәрі жиналып олардан мнение создается. И мен сөйтіп жаймен деп сол бір келгеннен кейін өзгеріс айлық. Екінші өзгеріс сол сыртқа шыққанымыз. И үшінші өзгерісті прям өзгеріс деп айта алмаймын енді. Ол балдардың өздерінің қолдарында, что бізде более свободнее стало на работе ше. Более демократичный болып кетті да, бәрі андай сөйлей алады. Оның алдына енді бәрі мұлға болды деп айтпаймын енді. Но қазір оларды еститін адам бар да. И олардың айтып жатқан нелерін мен ортада связной мен. То есть төбеге қарай оны жеткізу. Осылай қылайықшы, пожалуйста. Осылай дұрыс. Оларға ана жерде қосу керек. Олар істейді, ол дәл сол жұмыс істейді. Мына жерде давайте поощрим за это. Давайте там болашақта да бізде қазір көп өзгерістер болады именно коллектив бойынша. Оған да алып келатқан біз ше. Өйткені мен екі ортада айтам проблемаларды. Бізде қазір балдар кетіп баратыр сыртқа. Неге кетіп баратыр? Өйткені ана жақта
делают что хотят и получают за это сколько хотят. А бізде ондай мүмкіндік жоқ ше. Бізде бәрі былай коробка, бәрі официоз, болмайды, так нельзя, это так не принято, очень много клише тұрып қалған ше. Сәл сол свободаға жаймен деп келе жатырмыз енді. Қатты келдік деп айтпаймын енді, но жаймен деп соған бара жатырмыз бізде. А в будущем, мен енді в будущем ондай ұзақ басқарамын деп айта алмаймын енді. Бірден айтып қояйын. Өйткені бұл басшы болған өте күшті. Айтпаймын енді. Жақ жаман деп айтпаймын енді. Жаман жағы ол денсаулық, жаман жағы ол семьяға аз уақыт бөлу. Өйткені вообще сен семьяда жоқсың. Өйткені сенің уже екінші семьяң бар сияқты. Сол екінші семьяға сен көп уақытың бөлініп кетеді да. Вот. Шамалы делегирование деген момент бұл жерден кетіп қалады. Вот. Сол жерден қиындықтар бар енді. Вот. Жақсы жағы жаңағыдай жұрт айтып жатқан кезінде, зрительдің күліп жатқан кезінде, например, концерт біткеннен кейін сыртта тұрамын да мен, и бәрі сен қасынан өтеді ғой, блин, концерт так классно прошел, концерт круто прошел, в ГДК, тут ГДК, там ГДК, здесь ГДК, бәрі жерде уже учреждениенің жақсы жағынан аты шығып жатқаннан кейін сен сол кезде қуанасың да, блин, значит, я на своем месте, значит, все нормально. То есть не так, что, например, пришел новый руководитель, и бәрі жаман болып кетті ше, жоқ. Жас руководительдері бәрі жинап кетті. Сондай қазір пока неғып тұрған көз бітіпсті. Вот. Жаман жағы, мен поэтому жаңағы айтып тұрғанмын, болашақта енді одан да лучше қылуға тырысамыз ғой енді. Одан да жоғары істеуге бәрін. Қазір, например, сыртқа көп шығуға. Это прям самое главное. Біз қазір соның буына түсіп кеттік да, сыртқа шығудың. Өйткені ол жақта да обмен опытым болады да, своего рода. Ол жақтың адамдарын көресің, ол жақтың концерттерін көресің, ол жақтың атмосферасын көресің, и сыртқа шығып тұру керек. Өсу үшін сыртқа шығып, жаңағыдай спортсмендер сияқты ғой, сыртқа шықпасаң сен өспейсің. Өйткені сен біздің қала деген өте жабық қала ғой, енді бәрі біледі ғой оны. Вот, поэтому сыртқа шығып тұру керек. Кішкентай даже мынау Қармақшыға барғанымыз, кішкентай Қазалға барғанымыз, Қызылорда, басқа жаққа барып уже жаймен айналаңды көргеннен кейін сен соған тырысасың да. Элементарно аппаратурасын көресің. Блин, бізге де осындай керек. Там элементарно там үстелінде киген киімдерін, образдарын көресің. Блин, осылар да күшті екен. Сөйтіп жаймен деп сонымен ты впитываешься и соны келіп мына жерге енгізесің ғой. Уже там так работают. Уже там, как сейчас здесь у нас в городе не работают. Давайте мы сделаем. Мы вот там были, вот там так круто. Біздің балдар қазір сояққа қарай қашып бара жатыр. Солар қашпау үшін давайте айлықтарын көбейтейік, давайте оларға шамалы возможность берейік, давайте оларды естейік деп уже айтасың да, басқаша сөйлейсің ше сыртқа барып келгеннен кейін. И слава богу, оны жаймен деп естіп келе жатыр. Вот. Жаңағы айтқан себебім болашақта мұндай ұзақ болмаймын деген, өйткені әр нәрсенің өзінің орны болады. Мен, например, басшы болсам, например, там мен 5 жыл басшы боламын ба, мен 5 жыл жақсы басшы болғым келеді. И кеткеннен кейін, чтобы про меня говорили не то, что ай, что там Әсем Нұрланның кезінде деген сияқты да, типа, ой, ол кезде жаман еді, ол кезде жоқ, мен прям ярко, красиво, бәрі насыщенно. Сосын жаймен деп кете беруге болады. Енді бәріміз бұл қалада по-любому кететін қала ғой енді бұл. Бұл жерде бәрі болашақта қалады деп ойламаймын енді. Поэтому бәріміз сол кетуге дайындалып жатырмыз ғой енді. Сөйтіп әйтеуір уақыты келген кезінде сөйтіп кетсек екен, көшсек екен деген армандар. Кейбір адамдар сұрап жатады да, ГДК-да жұмыс істеймін десем ше, қалай ол жақ ақша бере ма өзі? Қалай сен семьяңды асырап жатсың дейді да. Сол сұрағым келгені, ГДК туралы халық не білмейді? Көп халық бара бермейді ғой мысалы ГДК-ға. Өзінің определенный бір 600-700 мың көрермендері бар, қалған халық келмейді. Сол халық ГДК туралы не білмейді? Вообще, мне кажется, қарапайым айлық бермейді деп ойлап отыр ғой енді мысалы. Иә, мне кажется, біздің қалада, біздің сырттағы да нелер ГДК туралы ештеңе білмейді. Ештеңе білмейді. Неге дейсің ғой? Өйткені былай уже сөйлесіп жатқан кезінде достарыңмен сөйлесесің, иә, туысқандарыңмен сөйлесіп жатасың. Бізді менсінбейді еще. Осындай бар екен да, менсінбеушілік бар екен. Ай артистер ма, ай бишілер ма деген сияқты. Баяғыда мен де дәл солардың қатарында болдым ше. Ой, что там выйти спеть на сцене? Ой, что там станцевать на сцене? А қазір деген маған мені көзімше біреу сөйтіп айтып көрсінші, мен ана жерде шырылдап шығамын ше. А сендер білесіңдер ма? Вообще-то деп ше. Ол балдар андай, ол балдар қандай. Например, там кешкісін сағат 10-да саған звондайды, ертең сен балдарың өлең айтып шықсын деп. Ол балдар келесі күн азында 10-да шығады, өлең айтып. Не үшін? Халық үшін. Мына жерде мынандайға бүйтіп белесің, бүйтіп істесін.
олар не істейді, ол жұмыс, олар соны істейді. Я не говорю, что олар как мындай цирковые актеры сияқты емес, адамды күлдірту үшін там или бірдеңені для развлечения емес, олар үшін ол жұмыс. Мен 40 температурамен шыққан сценаға балдарды білемін. Аяқтары там ауырып тұрып, денсаулықтары, семейный проблемалары болып тұрған қыздарды білемін, сценаға шығып тұрған. И оның бәрін біз білмейміз, біз танымаймыз деген халыққа мен таңқаламын. И оларға айлық төленбейді. Сонда олар не, әшейін өздері үшін шыға ма? Сонда олар қалай, не себеппен адам әшейін бірдеңе, қазіргі заманда әшейін бірдеңе істей ма? Сен даже былай кружканы қою үшін оған да жету керек қой. Мына кружканы мына жерге былай қою үшін де жету керек. Поэтому мен таңқаламын. Бірақтан біздің қалада мен ойлайтын, ешкім ештеңе білмейді ГДК туралы. Я мәдениет үйі болды. Ол үйге әшейін бәрі келіп, әшейін жүріп, сценаға шыққысы келіп, шыққы келген адамдардың шығады, шыққысы келмегендер шықпайды. Бір сондай бір какой-то непонятное мнение, да? Ол жұмыс екенін, что ол жерге адам жұмыс істеу үшін келетін. И, например, көбісі білмейді, что бізде тек қана там ән айтады, там биге жазылады, басқасын не қылады. Ол артист, например, ол солист, бізде еще сабақ береді басқа балдарға. Ол биші қыз, например, помимо бұл балдармен басқа там инвалид балдармен жұмыс істейді. Бізде театр бар екен, что ол театрдың не пайдасы бар дейді да. Қай жерде сендер театр көрмеппін сендер дейді. Сценада өзін ұстауын ше, сценаға шығу ше, сценамен жаңағыдай зрительмен контакт налаживание, оның бәрі де сол студияға айналысады біздің. Бізде ДПИ бар екен, көбісі білмейді, декоративно-прикладное искусство бар екен, көбісі білмейді. Басқа нелерді көп нәрсені білмейді, но мне кажется, ол адамның өзінің де несі болады ғой, культураға жақын адам болады, культураға жоқ адамдар болады. Вот болады просто әшейін картинка, қызық картинка, сол ұнайды, болды. Оның ар жағында не тұрған, тек біз білеміз. Сен білесің, сендер білесің, болды. Но с другой стороны, ол да дұрыс па деймін ше. Зачем оларға оны біліп? Зачем олардың олмен басын қатырып? Например, сен сценада өлең айтып тұрасың, ол сенің, например, там бала қанша қалады екен деген сияқты сұрақ тұрады да ол адамда. Зачем ол оған керек? Лучше ол сенің даусыңа қарасын, сенің бет әлпетіңе қарасын, сенің тұрысыңа қарасын. Жаңағыдай ойлар кете берсе, ол уже саған қиын болып кетеді да ол жерде. Вот, например, бізде кім танымалы? Даже мен, сен танымалы емеспіз біздің қалада. Біздің қалада танымалы, білмеймін, кімді айтайын танымалы деп. Бізде мен прям былай танымалы дейтіндей адамдарды тани қылмайды екенмін ше. Глава, на которого все жалуются, да, к примеру, сол танымалы болып саналады бізде. ЖЭУ, который терезе ауыстырмайды, есік ауыстырмайды, басқа ауыстырмайды. Вот сол қызық та біздің қалада. Ана жерде авария болып жатыр, ана жерде мынау болып жатыр. Жаман нәрсе біз жақта қызық болады. Енді жаман нәрсе етпеймін, енді негативный событиялар қызық болып кетеді да. Жаңағыда позитивный. Вот почему, например, просмотр дашь, я любой пабликте просмотр ашшы. Авария, асфальт провалился, я, например, там, на жерде она вот просмотров наберет больше и комментариев больше, чем твой концерт. Понимаешь? И сол жерде уже адамның, білмеймін енді мен, мынадай широкий көрермендерге оны айта алмаймын енді, конечно, бүйтіп. Но қандай адамдар жаңағыда комментарий жазады ше? Мне кажется, ол адамдардың, наверное, өмірі өзіне қызық емес, өмірі бір сондай насыщенный емес адамдар сөйтіп жазады деп ойлаймын мен. Жаңағыдай комментарияларды или сондай пабликтерге видеоға просмотр көп болады. Өйткені мына жерде концерт болып жатыр, мына жерде адам шығып жатыр ау, билеп жатыр ау, там молодец, күшті, дауысы мынандай екен, би андай екен, балдар қандай талантливый деп екінің бірі ғана жазады ғой. Көбісі жаңағыдай негативте жүреді ше бәрі. Білмеймін, мен түсінбеймін. Это, наверное, ол тек қана біздің қаланың несі емес, енді ол сыртта да дәл сондай ғой. Любой, например, біреудің разводы набирает больше просмотров, чем біреудің бала тууы, к примеру ше. Ол уже общество қазір сондай болып кеткен. Білмеймін, оны қалай өзгертуге болады екен. И мне кажется, уже ГДК-да жаңағы мен айтқанда ғой, мен баратқан кезінде жамандады. Ой, ГДК андай, ГДК мынандай, ГДК сындай деген сияқты. Но уже ГДК-ға келіп мен түсіндім. Ол басқаша. Ол мен кәдімгі екінші үйім. Ішіне кіріп көру керек. Иә, ішіне кіріп көру керек. Даже сен бір день открытых дверей істеп қойсаң да, ол жерде түсінбейді адам. Ну, келді, там ана жерде би береді екен, ана жерде вокал береді екен, мына жерде монтаж жүреді екен, ана жерде сцена, мына жерде туалет деген сияқты ғана көреді да. Іштей шамалы 1 жыл, жарты жыл жұмыс істеп көрмесе, адам түсінбейді оны. Мысалға менен сұрап жатады көбісі,
гдк қалай жұмысқа тұрамыз, там творческий жағынан, өнер жағынан, рабочийларда болады, олар енді түсінікті. Болашақта гдк-ға жұмысқа тұрамын деген жастарға қандай ұсыныс айтасыз? Олар қалай дайындалып келсін? Ұсыныс қалай дайындалып келсін? Мысалы, осы кезде универда, колледжда оқып жатқандар бар. И бітіргесін осы гдк-ға барам, әке шешем қасында болам деген сияқты ойлар болады ғой енді. Иә. Соларға не айтасыз? Қалай дайындалып келсін? Білмеймін, менде прям ондай қатты критериялар жоқ, жұмысқа алу, алмау деген себептен, но любой адам келген кезінде адамның түрінен көрінеді ғой, көзіне білінеді, жұмыс істегісі келгені, келмегені. Біреу ақша үшін келеді, біреу өзінің талантын көрсету үшін келеді. Талантын көрсетем деген адам сол адамның жолы жүріп кетеді да. И маған сөйлеген адамдар ұнайды. Маған келіп, например, там любой мен біраз адамды жұмысқа алып, біраз адамға не қылып жатырмын ғой, сөйлеген адам ұнайды ше. Өзінің жұмысын, өзінің андай, вот что ему надо, вот что он может показать, соны айта білген адам дұрыс та. Өйткені, например, ол саған келді, я бір екі сөздің басын қоса алмаса, сен қайдан білесің ол кім екенін? Ол сен үшін вообще посторонний адам. Сен оны вообще өміріңде көрмегенсің ол адамды. И мені творческий составқа алыңызшы дейді. Мен қайдан білемін сен кім екеніңді? Сөйлеу білсе, сөз байлықты сол үшін адам тілді не үшін берген, өз туралы айтып, не бітірдің, не қойдың, қандай өнерің бар, қандай өнерің жоқ, қай жағынан саған подход дұрыс, не ұнайды саған, қай жағынан сен өз-өзіңді ашқың келеді, қай жағынан сен, возможно, гдк-ны өзгерткің келеді. Мен ондайды да қолдаймын ше. Мен, например, сіздің концерттеріңізді көріп жүрмін, там сіздің концерттеріңізде, к примеру, рэп жетіспейді, рок жетіспейді, сондай направлениемен алып кетейін деп едім. Мен жандырамын бұл жағынан, мен көрсете аламын дейді. Хорошо, пожалуйста, деймін. Давай, көр. Менде возможность болса ол адамды алуға и жұмысқа қабылдауға, пожалуйста. И сол адам жанып жүру керек та. Андай келгеннен кейін, ой, болды, мен жұмысқа тұрдым, айына бір рет өлең айтамын, айына 2 айда бір билеп шығамын деген сияқты болмайды. Күнде, давайте бүгін былай істейік. Давайте ертең былай істейік. Мынаны бүйтіп өстіп істесек, осы күшті болады. Даже ол, к примеру, просто ведущий болып келсе, а ол даже костюм, басқа творчественно, мынаны давайте өстіп түсірейік деген адамның өзіне де уже басқаша қарайсың да. Блин, кәдімгідей жанып тұр екен деп ше. Вот сондай адамдар ұнайды маған. Вот сөйлеу білген. Мен, например, сайрауға деген мастермін ғой. Поэтому өзім сияқты адамдарды жақсы көремін да. Сайрау дегенде сайрағанда босқа-бос сайрамайсың ғой енді. Но орнықты, өзінің несін айтып, бүйтіп тұрып демегендер ұнамайды маған. Вот, и білмеймін, ондай адамдар в принципе кімге ұнайды. И простой андай голое резюме алып келген тоже ұнамайды. Адаммен коннект, даже рабочий болсын ол, или там даже әнші болсын, басқа басшының орнын алып атайық ол адамды. Но ол адам өзінің жұмысын білсе, и өзін білсе, ол айта алады. А ол білмесе, несін айтады? Болады енді, конечно, бір үндемей бәрін бітіретін адамдар. Но мен ондай адамдар кездеспеппін. Үндемей бәрін бітіретін адамдар мен кездеспеппін. Так что солай. Біздің Төрлет подкастының тұрақты бір сұрағы бар. Біздің Байқоңыр қаласына не жетіспейді? Не керек біздің Байқоңырға? Енді бұл жағынан мен, наверное, бәр қыздардың атынан жауап беремін. Бәр қыздардың атынан болғанда мен өте қатты шопоголикпін. Мен прям ярый шопоголикпін. Мен сыртқа не үшін кетемін всегда. Жылына 1 рет, жылына 2 рет. Сіз киінгенді, бірдеңе сатып алғанды ұнатып тұрасыз? Это прям ұнатып тұрамын ше. И біз жаққа жетіспейтін, это үлкен торгово-развлекательный центр. Вот мегалар сияқты ше. Даже элементарно арайда болды ғой, например, Қызылордада ашылды ғой. Неге целый комплекс ше. Бұл жерде балалар да демалады, үлкендер де демалады, жастар да демалады. Бәрі бір жерде да, бәрі орнықты. Біздің қала үлкен, в принципе, я өткен дымы жоқ қой, пустой, енді үлкен пространстволар көп деймін да. Мен ойлаймын да, сырттағы инвесторлар и келетін адам да көп, пусктерге келетін адам көп. Одан кейін уже Қазақстанға берілгеннен кейін ол уже керек емес болады. Өйткені бұл жерге уже адам келмейді. Например, көбісі қазір күтіп отыр, я, қала арендованный, бәрі қымбат, даже аренда помещения ол қымбатқа түседі деп ше. Но есть же участки, которые Қазақстанға уже осы уақытқа дейін беріліп қойған. Сол участоктарда неге торгово-развлекательный центр істеп қоймайды ше. Бәрі күтеді. Бәріне сұрақ қоясың ғой, енді сырттай, например, там біраз адамдар таныйсың, біраз не қыласың, неге қазір біздің қалаға ақша салынбайды деп ше, неге қазірден бастап ол центрдер істемейді деп ТРЦлар. Потому что там все в Россияға не қылған, Қазақстанға берілген кезінде сол кезде істейміз дейді. Қазақстанға берілгеннен бұл жерде адам қалмайды. Енді мен қалады деп ойламаймын енді. Қазір
пускке келіп жатқан адамдарды пайдаланып, қазір қала қызық болып тұрған кезінде, космодром болып тұрған кезінде, бұл қала қызық. А уже қала ашылғаннан кейін ол уже қызық емес. Өйткені біз кәдімгідей ашық, былай проходной, проездной қала болып қаламыз. Несі қызық? Бураннан дым болған жоқ. Иә, площадкалардың бәрін алып кетеді. Қаладағы тұрған 4-5 ракета ма, ондайларды қазір уже 2-1 қаланың ішінде көре аласың. Өйткені бұл макеттердің бәрі жерге сатылады, бәрі жерге уже өндіріліп кеткенше. Поэтому бізге ақша саламыз деген, қалаға ақша саламыз деген адамдарға ТРЦ деп айтар едім. Өйткені бәрі соның ішінде не қылған? Балдар үлкен. Өйткені қазіргі жастарға даже баратын жер жоқ қой. Вот кеш басталады, болды. Біздің кезімізде ол күшті тұғын. Бір-бірлеріміздің үйлерімізге телефон, гаджет болмаған кезінде ол қызық болды. А қазіргі заманда балдарға енді бір жерге барып не қылу керек деп ойлаймын. Солай? Бізге ТРЦ жетіспейді. Иә. Вот маған шапоголикке бутиктер ТРЦлер жетіспейді. Ол рас. Бірақ жастардың әңгімесі сол, сондай бір салынса екен, мега сияқты, арай сияқты салынса. Иә. Енді қазір Қызылордаға барғанның өзінде де көресің ғой жастарды. Кілең жастар ғой, біздің қаланың жартысы демалыста сояқта жүреді. Қызылордада жүреді ше. Праздниктерде біздің қаланың адамдар уже Шымкент, Алматыға, даже 2-3 күн демалысқа умудряются съездить в Шымкент, Алматыға да жүреді ше. Сол жерде уже барған кезінде, сен даже кеше ғана ма біз сосын әңгіме қылып отырдық. Обскке барған кезінде, даже Италияда, Испанияда біздің байконурларды көресің деп ше. Біз Алматыда тауда жүріп, осы жерде тауда, иә, Алматыда тауда жүресің, байконурдың адамдары жүреді ғой. Сен таудан түсіп баратасың, таудан мініп баратады байконурдың адам. Здрасте деп таңқалып қаласың ше. Шымкентте жүрсең, здрасте, қаяқта жүрсең де бізге өткен баратын жер жоқ. Я табиғатымыз оңып тұрған жоқ. Я былайынша қаланың ішінде и вот новостройки, ЖК сондайларға да адам келетін еді ше. Хотя бы шамалы қалаға адам келеді. Жастар қалады деді хотя бы қалада. Қазір жастар қалғысы келмейді ғой. Өте дұрыс айтасыз. Иә, и кстати, бізді көрермендер енді көп болатын шығар енді. Біздің мәдениет үйін әдемі, современный қылу. Оған біз, конечно, жаймен деп келе жатырмыз. 25-ші жылы Құдай қаласа бізде нацпроект болады. Залды ремонттаймыз, большой залды, фойе. Құдай қаласа, вот, кстати, алдымызда не тұр деп айттың ғой, бағана сұрақ қойдың, иә, алдымызда басшы. Вот сол менің ең үлкен жұмысым қазіргі осы 24-те, 25-те сол жұмыс болады. Жаңарту. В общем, Ким Асем Нұрланова деген үлкен печатпен қалады екен тарихта. Иә, прям памятник қойып қоймыз шегедеген. Көп рахмет. Өте керемет әңгіме болды, өте керемет подкаст болды. Біздің атымыздан осындай бір кішкене сыйлығымыз бар. Айс Бон дейтін кішігірім магазин бар. Сол жақтан сізге сыйлық. Ашуға бола ма? Болады, әрине. Өткен көрермендерге қызық. Не берейін деп жатқан. Айс Бонға рахмет айтамыз. Подписка жасаңыздар. Ух ты! Көрермендерге көрсетіп өтіңіз. Не екен? Конечно, қазір жатырмыздар. Бәрін көрсетем, бәрін ашам. Біз деген қызбыз ғой, қыздарға біз деген бірдеңе алғанды жақсы көреміз. Мен, конечно, енді мен бұны аша алсам, қазір әдемі андай болады ғой. Мен блогер емеспін да. Блогерлер бұндайды әдемі ашып, қытыр деп ашады да, а мен жырту білемін тек қана. Мен сол жам, болды. Кешіріңіздер. Үйреніп отырмын. Айтпақшы, ручная работа. Ах ты. Рахмет көп. Мен Айсұлуды өзім лично таныйым. Өзім подписан на нее в Инстаграме. Очень красивые работы. Жаңа прям бастапқы өзінің жұмыстары екен. Ашылып жатқан өзінің направлениесі. Қазір көбісі тойларға, басқа нелерге, жаймен деп направлениелерінде не қылады екен, расширять етіп. Так что бұндай мен ең айта кетейін, жақсы көретін нелерім осындай. Қолдан істеген зат ше. Енді бұндай обмен подарков болғаннан кейін мен өзімде де сыйлығымды беріп кетейін. Так, мен сыйлығымды алып беріп жіберем ма, или мен өзім тұрып ала берейін ба? Алып беріп. Пакетті, иә, сол. Бүгін құдалық болып кетті ғой. Иә, құдалық болып кетті. Алыс беріс. Жаңағыда айтқан бойынша мен бәрі қолдан істеген заттарды жақсы көремін. Поэтому мен вообще бұл подкастқа әзір келмеймін деп ойлағанмын. Әзір келмеймін деп ойладым. Сол үшін подаркымды асықпа, заказ беріп, сөйлесіп жүрген адам ғой. Уже и келем деген, сен келесің деп хотя бір апта бұрын айтады деп ойладым да енді. Бүйтіп бәрі аяқ асты болғаннан кейін
уже ойлана бастадым, блин, не істейміз деп. Мен подарктың себебі, таңдаған себебім, именно неге бұл подарок деген сияқты ше. Өйткені болашақта сенің өсіп өнгеніңді қалаймын. Өзінің студиясы болсын, өйткені сен өте бұндағы лайықты адамсың да, жақын адамсың. Поэтому болашақ студияңа ручная работа, түрлет. Сенің символикаң енді қазір деген юрта, сондай неменен, символикамен сен болашақ студияңа картина. Қалай? Енді бұйырса... Енді бұны айта кетейін, например, бұл реклама емес, ешқандай реклама емес, басқа немес. Жаңағыда айтқандай, бұл бәрі ручная работа, бәрі немен істелінген. Мен айттым ғой жаңа, үлгермедім подаркпен деп ше, қайықта не істеймін деп ойладым да подарок. Сосын бізде ГДК-да жаңағы декоративно-прикладное творчество деген бар. Сол жақта Наталья Ивановна Ходус, заведующими соған хабарластым. Блин, Наталья Ивановна, меня пригласили на интервью. Мне нужен подарок. Қандай тематикада деді. Мен айттым, тематика осындай, в казахском национальном стиле. Если где-то там юрта будет, еще что-то тому подобное, я была бы очень рада дедім. Сонымен ол кісі маған жаңағыда азында хабарласады ол. Әсел Нұрлановна, приходите, бізден мына жақта бір 2-3 работалар бар дейді. Сонымен келдім. Сол жерде біздің художницаның жұмысы мына содан сатып алдым. Бұл работаны. И бұл айтты да, андай бұл картинаны көріп бірден кірген, мен ондай қатты кіре бермеймін ғой біздің галереяға, көре бермеймін қандай жұмыстар бар екен. Бірақ бұл картина дәл мен саған іздеген интерьерный картинаның дәл сол үстіне түсті ше. Ана жерде көрген кезде көзім ілініп кетті бірден. Блин, все, я это беру. Она говорит, а я так и знала, что вам это понравится дейді. Поэтому болашақта өзің студияң болсын, сол студияңа мына жерге түрлет деп обязательно бұйырса студияда, өзіміздің студиямызда өстіп төрде ілініп тұратын болады. Көп рахмет. Мінекей, осындай подаркмен бүгін бұйырса қуанып қайтатын боламыз. Сен Нұрлана, біздің көрермендерге бір-екі ауыз сөз айтып жіберсеңіз. Көрермендерге айтарым, бұндай қалада жаңағы сенің сөзің маған қатты тиіп кетті да, тиіп кеткенде жақсы жағынан тиіп кетті енді. Біздің де, наверное, бізде может дұрыс жұмыс істемей жүрміз ба, бізде может бір жағын упущение болды ма, там біз туралы ешкім білмейді деген сияқты ше, ГДК туралы не білмейді дедің ғой енді. Біздің айла қалатынымызды адам таңғалып отыр деген сияқтыдай. Көрермендерге айтарым, бұндай қалада бізде культурный жағынан, блогинг жағынан, басқа жағынан ондай көп направление, көп проекттер болмайды. Неге болмайды? И даже болғанның өзінде де тез неғып кетеді ше, басылып қалады. Интерес оларға тез басылып қалады. Өйткені спрос болмайды да адамдардан ше. Сол біздің көрермендерге айтар кететінім, спрос болу керек всегда. Если зрительдер оны қолдап тұрса, подписчиктер оны қолдап тұрса, постоянно сұраныс болып тұрса, сендер жанып істейсіңдер оны. Сендер оған екесе бергілесіңдер. Сендер оны екесе жандырғың келеді. Сен там екесе сол проектке, но сенің енді кішігірім өзің бастапқы проектің ғой енді, сен оған салысқың келеді ше. Ол біздің көрермендерге байланысты. Мен сол айтатын көрермендерге ерінбеңдер. Басқа бір ютубтағы не болса соны көріп, не болса сол нәрсеге лайк басқанша, не болса сол нәрсені қолдағанша, неге біздің ішкі қаладан кішкентай жерден бастамаймыз? Бізде бәрі, например, жынырат қалаға ше. Блин, қалада дым қызық нәрсе жоқ, қалада анау, қала өліп қалған, қала бүйтіп қалған. Қаланы жандыратын қазіргі жастар ғой. Қазіргі жастар. Ол жастарға біз біраз направление береміз. Сен мынаны істе, мынаны істе, мынаны істе. Міне саған целый проект. Сен осы проектті қолдап бастасай, сен осы проекттің аты шықса сыртқа, қала туралы аты шығады. Сен қаладағы адамдар туралы, біздің там творческий состав, солисттер туралы, басқалар туралы, оларды сен қолдап қалада атақты қылсаң, олар сыртқа да атақты болады. Сөйтіп жаймен-жаймендеп біздің қала жаңағыдай Қызылорданың уровеніне, басқа там Алматыға енді жету қайда деген сияқты ғой. Но Москва тоже строилась не один день. Поэтому жаймен деп оғанда да келуге болады ғой. Просто оған өзінің қолын шамалы, әр адам өзінің қолын тигізу керек деп ойлаймын. Поэтому проекттің өсіп өнсін. Подписчиктерің көп болсын, идеяларың көп болсын, жастарға біздің қаланың нелеріне қолдауды сұраймын. Қолдауды. Не то, что это тебя пошли и заставили это сделать. Ты должен захотеть это сделать. Ол желание, мен ойлаймын, қазіргі балаларда болу керек деп. Неге болмайды? Қызық қой.
мен жағына боянып отырып деген даровтың тыңдап, мен Дарханның біраз нелерін білмейді екенмін былай. И қазақша түсінбеймін деп ойладым да. Менің бір кемшілігім, мен қазақша ондай қатты білмеймін деп бір жарым сағат сөйлеп тастадым ба. Вот, но ана жерде бәрі доступно, да. Ол жерде қиыншылық ештеңесі жоқ. И мен, например, Дарханға всегда барады екенмін, машинаның анау нелеріне, но оның қаяқтан қалай бастағанын білмейді екен. Қызық қой. И уже сен сол жағынан уже жайме деп адамға интерес болады ше. Дәл сондай сияқты ғой, басқа адамдардың да өмірлері қалай келді екен, не қылды екен. И сен біреуінен бірдеңені аласың, біреуін типа қой мен бүйтіп істемеймін дейсің. Дәл сол үшін обмен опытом для этого. Поэтому өте қызық болды маған алдыңғы подкаст. Мен сонымен заряженный болып осы жерге келдім. И келгеніме өкінбеймін. Атмосфера классная, ребята классные. Ну, ты вообще, в принципе, всегда звезда. Рахмет. Көп рахмет. Ондай уақыт жоқ кезде уақытыңды бөліп бізге келгеніңе. Не дейміз, құрметті көрермендер, ұмыт кетпей тұрғанда бүгінгі осы студияны өзімнің ағам Орынбек Палуанов алып берді. Мінекей маған көрімдігім болсын деп бүгінгі осы студияны сыйлап отыр. Ореке көп рахмет. Және Әсем Нұраны бүгін бірінші рет осы кружкадан су ішіп отырық. Динара қарындасым бар, рахмет. Осындай поддержка бергенде, осындай және осы жерде түсіріп отқан жігіттерге, Ержан, Азамат, Мерей, сіздерге көп рахмет. Сол подкастты көріңіздер, лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар, достарыңызға таратыңыздар және колокольчик басып өтіңіздер. Сол келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.